менің ұлымда аутизм диагнозы. Бұл диагнозды негізінен 3 жас 9 ай дегенде бірінші невропатологымыз айтты. Жалпы әділетте қандай белгілер сырт көзге көрінді? Мысалы, басқа ата-аналардың да балаларында ол белгілер болуы мүмкін, кейбіреуінде болмауы мүмкін. Ең бірінші сол невропатолог айтқан кезде 2 күн, 2 түндей менде мүлде ұйқы болған жоқ. Бірақ қандай диагноз екенін естісем де ешқашан жұмысымды тоқтатпадым. Жүріп өткен жолыңызда сіз сеніп қалған өтіріктер, мысалы, сіз оны жасадыңыз, бірақ ата-анаға сіз жасама деп, или немесе мен осы кезде дұрыс жасамадым деген нәрсе. Осы нәрсені қосуымыз керек еді. Біз оны білген жоқпыз, бірден дефектологқа таси бергенбіз. Сондай нейрохирургқа тап болдық. Енді ат жөнін қазір білмеймін. Маманды таңдағанда да дұрысын таңдау керек. Құлап қалды. Неге ол басқа бала сияқты аяғын құлап қалғанын сезіп, неге ол маған жылап келмейді деген сезім болады. Ешкім өзінің баласын қандай да бір диагнозға қимайтын сияқты. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін біз осы жерге сіздерге бір әдемі сұхбат жасауға келіп отырмыз. Біз осыған дейін мен ата-аналармен, өзімнің орталығыма келіп жүрген ата-аналармен сұхбат жасаған болатынмын. Бұл жолы өзіме сабаққа келіп жүрген Әділеттің анасымен сұхбат жасағым келіп жатыр. Неге сіз, мен сізге ұсыныс айттым. Айтқаннан кейін өзім өкінген жоқпын ол нәрсеге, себебі сізді білемін, қалай жұмыс жасайтыныңызды, баланы қалай сезетініңізді, балаңызды қалай түсінетініңізді, жалпы балаңызды қалай қабылдағаныңызды, сол процестен өткен ата-ана ретінде сіз солай көрінесіз да. Сондықтан да мен ойлаймын, жалпы сіз аз да көп те оқығаныңыз бар, түйгеніңіз бар, түсінгеніңіз бар. Әділетке көп деген жетістіктердің біразын үйреткенсіз. Сондықтан көп ата-аналарға бұл сіздің өткен жолыңыз бір үлгі болар деген мақсатта осындай сұхбат жасайық деп сізге ұсыныс жасадым. Жалпы сұхбаттың мақсаты бұл әділетке жасалған техникалар, әдістерді бұл жерде айту, немесе сіздер солай жасаңыздар, сол кезде балаңызда осындай результат болып кетеді деген дүние емес. Яғни именно барлық аналар, ата-аналар қандай сезімнен өтті, и ол сезімді сіз қалай басқара алдыңыз, қалай сынып кетпедіңіз, қалай алдыға қарай жылжып жатсыз, сол нәрсені білу мақсатында осындай подкаст жасайық деп мен сізге ұсыныс жасадым. Енді өзіңіз таныстыра кетіңіз, және де балаңызды қысқаша таныстыра кетсеңіз, есімі, жасы. Есімім Әйгерім, Ғалымжанқызы Әйгерім. Негізгі өзім мамандығым қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Ұлым бар, дәл қазір жасы 6-да. Менің ұлымда аутизм диагнозы. Бізге бұл диагнозды негізінен 3 жас 9 ай дегенде бірінші невропатологымыз айтты. Оны сіздер өздеріңіз алдын ала байқадыңыздар ма? Ол ерекшелікті сіз өзіңіз дабыл қақтыңыз ба, әлде біреу айтты ма? Өзім байқадым. Біз жер үйде тұрамыз, көршілермен бірге жаңағы сыртқа қарай кешкі уақытта шыққан кезде Әділеттің жасындағы балалардың қылықтарын, сөйлеген сөздерін, іс-әрекеттерін қарадым. Менің баламда бірдеңе не то деген сезім болады ғой, бірдеңе дұрыс емес, бірдеңе дұрыс емес, неге менікі сөйлемей тұр, неге оның баласы сөйлеп тұр деген салыстыру болды менде кәдімгідей. Пенде болғаннан кейін бәрінде болады ғой ол нәрсе. Баламды салыстырдым, бір нәрсесі дұрыс емес деп. Сол кезде көршіміз педиатр болатын. Ең бірінші айтқан нәрсесі, мүмкін сіздерде гидроцефалия болуы мүмкін деді. Ол гидроцефалия мидағы артық су дегенді білдіреді. Ол кезде басының көлемі үлкен болды ма? Басының көлемі ол кезде өте үлкен болды. Енді күнде өзің балаңды өзің көріп жүргеннен кейін оны байқамайсың ғой, бірақ сырттан көрген адамға ол негізінен бірден білінеді. Оған дейін туылған кезде жаңағы 3 айлық емес, 1 айлық па, 3 айлық па, осы уақыттардың арасында құрбым көрген, оны байқаған, оны маған айтқан, бірақ мен оны ести алмағанмын. Мен оның айтқан сөздеріне мән бермегенмін. Қойшы деген сияқты, кәдімгідей сол қалыпты ғана деп қабылдадым. Өйткені әкесінің суреті бар, кішкентай 6 айлығында ма, 1 жасында ма түскен суреті бар, и оның да басы сондай қазанбас болып түскен. И әкеден балаға келе жатқан ол генетикалық тұқым қуалаушылық формасы деп қана солай қабылдадым. Соның ең басында бізге невропатологқа барған кезде ЗПР деген диагнозды қойды. Негізінен Әділет 1 жас 8 айында көзге қарайды, жаңағы әлеуметтік дағдылар бар ғой, кіре салғанда привет дейтін, пока дейтін, коммуникациялық дағдылар. Осының барлығы болды.
кәдімгідей алло деп лны сол кезде анық айтатын. Мысалға 5-6 жаста шығу керек дыбыстардың өзін сол кезде привет деп анық айтатын. Балалардың қасына барады, қосылып бірге нетеді. Аяқтарым 1 жас 8 айында. 1 жас 8 айында, иә. Видеолары бар. Ал бұрмаланған сәтті сіз қай кезде байқай аласыз? 2 жас 3 айынан бастап байқадық. 2 жас 3 айында қолын қанат қылатын болды. Былайынан сермейді ғой, аутизм балаларда бар. И аяғын ұшымен жүреді. На цыпочках деп айтады ғой, аяғын ұшымен жүреді. Біз ойлайтынбыз жаңағы балерина сияқты жүреді деп қана, сондай гимнастикаға береміз ба деген сияқты сондай ғана ой болды. Өйткені ол кезде менің ешқандай да сауатым болмады балаға қатысты, баланың медициналық жағынан қандай нелерден өту керектігі туралы мүлде сауатым болған жоқ ол кезде. Кәдімгідей сауатсыз ата-ана болдым. Оған дейін де Петрановскаяның кітаптарын оқып, қалай дайындалу керек дегенді оқып жүрдім, бірақ дамуына қатысты кітаптарды оқымағанмын. Білген жоқпын. Сосын сол 2 жас 3 ай дегеннен бастап біз бір дәрігердің есігін қағумен болдық. 2 жас 6 ай дегеннен бастап біз коррекцияларға тасый бастадық. Дәрігерлердің барлығы қандай бұзылысты айтты сізге? Қандай ерекшелікті айтты, не деп айтты? Бізге анемия деген нәрсені қойып берді, жаңағы не бойынша анализдердің қорытындылары бойынша, одан кейін ЗПР деп қана қойып берді. Қазір бірақ мен өзім білемін, кейбір дәрігерлердің өзі де бұзылыстарды нақты біліп ажырата алу кез келген адам қолынан келмейді. Егер нақты осы салада жұмыс жасап жүрген маман болса, онда ол білет. Егер енді көбісі біреу білет, біреу білмейді, біз білмейтін адамдарға жолыққан шығармыз, бұл біздің тәжірибемізде тек қана. Сіз бір врач айтқаннан кейін, сіз ол нәрсені толық қабылдамай, екіншісіне, үшіншісіне солай бірнешеуінен өтіп көрдіңіз, иә? Екі невропатологқа бардық, одан кейін басын МРТ-ға түсіріп, тағы да нейрохирургқа бардық. Ол жерде ЗПР деген диагнозды қойып берді. Содан кейін 3 жас 9 айында бізге рас сіздің балаңызда интеллектісі төмен деген нәрсені естіген кезде оны невропатолог айтты. Өйткені ол нақты осы салада жүрген невропатолог еді. Сол невропатолог айтқаннан кейін барып біз психиатрға бардық. Психиатр сол диагнозды растады. Алғаш естігенде қандай сезім болды сізде? Құладым. Жалпы қабылдау оңай болды ма? Жалпы оңай болмады ғой, әрине. Бірақ алғаш естігенде ата-аналар бар, ол нәрсені мойындамайтын, қабылдамайтын, жоқ, мүмкін өзгеріп кетеді, өзгерте аламын. Болды, қабылдамау болды. Неге қабылдамау болды? Осыған дейін сізде демек алдын ала күдік болды ғой, расқа қатысты, и сіз оны информацияны зерттеп жүрдіңіз. И бірден айтқан кезде сіз ол бұзылысты уже білдіңіз. Ол растың қаншалықты қандай екен? Ешкім өзінің баласын қандай да бір диагнозға қимайтын сияқты. Менде сол жағынан қиындық болды. Неге менің балам бұндай? Енді ол бір тәкаппарлықтың да белгісі шығар. Мен өзім керемет оқып жүр едім ғой. Неге бұл бұлай? Сондай жағынан болды. Ең бірінші сол невропатолог айтқан кезде 2 күн 2 түнде менде мүлде ұйқы болған жоқ. Осыны естідік. Бірақ қандай диагноз екенін естісем де ешқашан жұмысымды тоқтатпадым. Рас деп айтып берді. Мен невропатологқа барғанда алдын айтамын, күніне 2 сағат баламен тұрақты түрде мен айналысып жүрмін, үйде жаттығуларын жасаймын, осындай курстарды сатып алдым. Ол кезде мен сол 2 жас 3 ай дегеннен бастап мен әділетке қатысты көп курстарды оқып бастадым. Бірақ ол кезде түсінген жоқпын не оқып жатқанымды да. Сол естіген кезде бірден қатты депрессия болды, стресс болды, 2 күн 2 түн ұйықтамадым, бірақ бәрібір де сол ішімдегі бүткіл болып жатқан нәрсені іс-әрекетпен шығарған сияқтымын. Жаттығу жасауымды, осыған дейін жаттығу жасап келе жатсам, мен оны ары қарай, одан ары қарай күшейтпесем, мен тоқтап қалған жоқпын. Рас деп айтты, бірақ сон тістеніп жүрмін, жылап жүрмін, бәрібір де соған жасап беремін. Болды, балам болмайды деген жоқсыз ғой. Жоқпын, олай деп айтқан жоқпын. Демек беріп тұр, менің күйеуім көп нетті,
біз тырысатын боламыз, қолымыздан келгеннің бәрін жасаймыз, қалған бәрін Аллаға қалдырамыз деп күйеуім өте қатты қолдау білдірді. Егер күйеуім сондай қолдау білдірмесе, мүмкін дәл қазіргідей Әйгерім отырмайтын еді. Күйеуіңіз бірге естіді ма оны врачтан? Жоқ. Сіз айттыңыз ба? Айту үшін қалай дайындалдыңыз? Қалай дайындалған жоқ. Бірден. Бірден айттым, өйткені оған дейін де біз біліп жүрдік қой, ЗПР деген, саған ЗПР деген қандай қиын диагноз деп сөйтіп қана ойлап жүрдім ше. Қандай қиын, неге ол далада қашып кете береді, неге машинаға қарамайды, неге жүгіріп келе жатқанда алды-артына қарамайды мына бала деген сондай сезім болатын. Құлап қалды, неге ол басқа бала сияқты аяғын құлап қалғанын сезіп, неге ол маған жылап келмейді деген сезім болатын. Неге обращение жасамайды? Неге сөйлемейді басқалары сияқты, неге ол бұлай, неге бұлай деп жүрген сұрақтар ішімде көп болып жүрді ғой оған дейін де. Сосын диагнозды естіген бойда күйеуіме айттым, еще ол жаңағы неден естідік, сол диагнозды естідім. И таксиде келе жатып авария боламыз ғой, машинамыз соғып қалады келе жатқан. Ол бір-бірінің үстіне қосылып, сонымен күйеуіме звондап, жылап тұрып звондадым, осындай деп. Қазір енді Аллаға шүкір екеуміз де толық қабылдаған адам сияқтымыз. Сіздердің жаңағы тапсырмаларыңыздың видеосын жібересіздер ғой. Кейбір видеоларда күйеуіңізбен бірге жасап жатасыз. И сол кезде мен қараймын, шынымен мүмкін бұның да әкесі толық қабылдаған секілді, өйткені поддержка, ана жерге әділетке қараған көзқарасы, қолдауы ол видеодан көрінеді, бірден маған жіберген тапсырмаларыңыздан. И сол нәрседен байқалады да. Басқа жақындарыңыз барлығы әділеттегі ерекшелікті қабылдады. Атасы мен апасы ғой, енді басқа жақындары дегенде қайнағам, апасы мен атасы біледі, түсінеді, қолдау білдіреді, толықтай түсінеді, өйткені қазір бұндай бала, бұндай диагноздағы бала, ЗПР, рас диагнозындағы балалар өте көп болып кетті. Өздері демалыс орындарына барған кезде де көріп, әділеттің жағдайы анағұрлым шүкір екен ғой деп өздері сөйтіп айтып келеді. Салыстырмалы түрде деп, Осы жерден андай нәрсені айтқым келеді да, көп ата-аналар сіз секілді балада ЗПР деп шатасатын көп жағдайлар болады, өйткені бала атына қарамаса немесе түсінбесе барлығы ЗПР екен деп ойлайды. Ал бұл жерде шын мәнінде бұрмаланған нәрсе. ЗПР деген ол тек задержканы білдіреді. Мысалы 3 жаста бала ма? 3 жасына сай сөйлемей тұр, бір 2 жасар бала секілді қабылдайды, 2 жасар бала секілді ойлайды, менде таза задержка. Задержка ол 1 жылда қосылып кету керек. Бала нормик болып кету керек та. Ал шын мәнінде бұрмаланған дүние. Аутизм деген жалпы асинхронды развитие ғой, балада бір дағды жоғары болса, бір дағды төмен. Сол үшін да біз жаңағы әлемді ол басқаша қабылдап, басқаша түсініп жатқан кезде біз түсінбейміз да, неге ол ерекше деген нәрсесімен, Сондай жалпы айтқым келеді, нақты қай кезде жаңағы спектрді қойғаннан кейін нақты кімдермен жұмысты бастадыңыз, қалай бастадыңыз, қандай маманға ары қарай жалпы бейімдеу жұмыстарыңызды неден бастадыңыздар? Біздегі ең басында жаңа 2 жас 6 айында коррекцияны бастадық дедім ғой. Осы кезде нақты жақсы маманды таба алмаған екенбіз. Өйткені 2 жас 6 айынан бастап біз адаптивная физкультура деп айтады ғой, АФК деп. Осы нәрсені қосуымыз керек еді. Біз оны білген жоқпыз, бірден дефектологқа тасый бергенбіз. Дефектолог пен нейропсихологқа тасый бергенбіз. Одан 9 ай тасыдық, тіпті 1 жылдай тасыдық па, ешқандай нәтиже жоқ. Нәтиже мүлде енді указательный жест шыққан, бірақ ол жаңағыдай робот күйінде шығарылған нәрсе. Механикалық түрде шыққан, оны ол керекті жерінде коммуникацияда қолдануды мүлде білген жоқ. Мүлде қолдана алмайтын. Сондай ғана нәтиже болды, сол 1 жыл тасығанымызда. Бірақ мен тек қана ол жерде мамандар кінәлі деп айта алмаймын. Ол жерде менің кінәм бар, ең бастысы. Мен ол кезде баланы комплексті түрде емдеу деген нәрсені білмеген. Медициналық жағынан да ем керек, мысалға, оған үйдегі бөлінетін көңіл керек, телевизор, сотка дегеннің барлығы өшу керек, мысалға, ол сенсорлық жаңағы мүшелерінің барлығын тежеп тастайды ғой, одан сайын задержка болып тұрған баланы. Шумды азайту керек. Үйде кәдімгідей көбірек көңіл бөліну керек, сөйлесу керек. Ол нәрселерді мен жасай алмадым, тек маманға тасығаныма ризамын, қолымда ақшам бар, маманға тасып жатырмын, бірақ нәтиже жоқ. Ал енді өзім декретке шықтым, 2-ші баламды босанғаннан кейін,
мен сөйтіп айта берейін ба барлығын. Иә. Екінші баламды босанғаннан кейін декретке шықтым, сатып алған курстарымды дұрыстап қарап бастадым. Ол курстардың теориясын оқимын, бірақ дым да басыма кіріп шықпайды. Тек не істе деп маған тапсырма берді. Мен соны аламын да істей берем. Осылай практика арқылы мен теорияны түсініп бастадым. Мен бір жылдай тек қана практика болды менде баламен заниматься етуден. Андай ғой, балаңызға сізге тапсырма береді, сіз сол арқылы балаңызға жасайсыз. Сол арқылы сіз балаңыз қаншалықты түсінгенін, балаңызды сезе бастадыңыз ғой, иә? Ол қаншалықты түсінеді, қаншалықты ойлайды, ол қалай ойлайды? Ол кезде мен 3,5 жасында ешқандай да неге тасымадым. Мен өзім үйден жұмыс жасап көрейінші деп ешқандай орталыққа апарған жоқпын. Біз сол кезде әділеттің дұрыс тамақтануын қолға алдық. Оған дейінгі оның тамақтануы тек нан, печенье, растишка деген кішкентай йогурттар бар, банан деген сияқты сондай тек тәтті нәрселерді ғана жегіземіз. Оның ішінде кәдімгідей ет, ағзаға қорек болатындай көкөністердің түрлері, мүлде ондай нәрселер жоқ. Оның жейтін тамағы да дұрыс емес. 3,5 жасында мен тамақтануын қолға алдым, ұйқысын реттей бастадым, үйдегі бүткіл телевизор, мүлде бәрін өшіріп тастадым. Менің басты мақсатым осы баланы сәл де болса алдыға жылжыта беруім керек. Егер бұл бала маған керек болмай тұрса, онда ешкімге керек емес. Білмеймін, менің жағдайымда мен сондай нәрсені сезіндім. Менің балам тек маған ғана керек ана ретінде. Ол әкесіне де керек емес еді ол кезде ше. Мысалға, менің сезінуім бойынша бұл солай болды. Ол басқа ешкімге керек емес, тек маған ғана керек. Мен ғана осылайынан занимация ете беруім керекпін деп қана ойладым. Сол кезде бізге айта берсем болатын шығар, Айжамал ханымның курсын сатып алғанмын. Сол курс бойынша занимация етіп бастадым. Толықтай сол жерде не айтылды, мен соны сағат-сағатымен жасайтын. Мысалға, бала өзінің жасына сәйкес 3 жастама 3 километр жүру керек, 4 жастама 4 километр жүру керек деп жоспар жазып береді. Мен соны істегенімше тынбаймын. Таңертең тұрамыз ба, кешкі 8-9-ға дейін біз далада велик теуіп жүретін күндеріміз болады мысалға. Соны таңертең тұрғаннан кейін жаяу жүреміз, жаттығуын жасаймыз, уақытында тамақтандырамын, уақытында ұйықтатамын. Сіздің осы жердегі мына бір нәрсеңіз, сөзіңізді бөлсем, өтеді маған. Сіз анау мотор сияқты жұмыс жасайсыз да? Неге? Өйткені менің балам тактильді сезіне алмайды. Мыналарды деген өзіңіздің списогіңіз бар да? Мыналардың дыбысынан қорқады. Ол блендер, мынау деген. Сол жүйеңіз, мысалы, оны ешбір ата-ана бұлай тіркеп жазып алмайтын шығар. Мен осыдан қорықпауға үйретемін. Ол осының звугын естіген кезде, ол тыныш тұра алу керек, өзін ұстай алу керек, бақылай алу керек деген сол бір ынтаңыздың өзі ол алдыға жылжытады да. Яғни как будто бір анау тренер оқушыларды дайындайды ғой, сол секілді дайындайсыз әділетті. Полный барлық жағынан. Сол жағыңыз мүмкін алдыға сүйреп алып шығып тұрған шығар. Маған ол үшін мамандығымда көмектескен сияқты. Өйткені мені мектептегі оқушылардың өзі айтады екен, солдат қылатын мұғалім деп. Тура сол бетіңізден қайтпайсыз да, алған бетіңізден қайтпайсыз. Баламды да сол солдат қылып жатырмын. Жоқ, шынымен алған бетіңізден қайтпайсыз, барынша келсе салу, жарайды, бүгін қоя салайық деген нәрсе жоқ та. Сол нәрсеңіз мүмкін алдыға жетелеп жатқан шығар. Жалпы әділетте қандай белгілер сырт көзге көрінді? Мысалы, басқа ата-аналардың да балаларында ол белгілер болуы мүмкін, кейбіреуінде болмауы мүмкін. Қазір сіз әділетте көрген белгі ол нақты аутизмнің бәрінде болады деген сөз емес. Но именно сіздерде қандай белгілері болды? Біздегі сол ең бастапқы белгісі сөйлемейді деп ойладық қой, тек қана сөйлемейді. Демек сөйлететін маманға апару керек деген ғана ойымыз болды. Сөйлемеуі болды ең басты белгісі бізде сөйлемеуі. Одан кейін өзімен өзі бір орында отыра береді. Машинаны былай дөңгелекпен ойнайды, бірақ функционалды ойнау деген нәрсе жоқ. Оның функциясын айналдырады. Дөңгелегін айналдырады да, қиғаш қарайды ғой, былайынан. Қиғаш қарау деген нәрсесі болды. Одан кейін сол қолын құс қылу деген нәрсе болды. Кейбір балаларда, мысалға бізде әділетте сондай кішкентайынан сондай белгілер болды ғой. Одан кейін барып вокализация, эхолалия дегендер өскеннен кейін барып пайда болып жатыр ол. 3 жас 9 ай дегеннен кейін барып біз вокализация деген нәрселерді байқай бастадық. Деп өз-өзімен мысалға солай болып отыру. Ол да дұрыс емес нәрсе ғой енді. Сондай нәрселерін байқап бастадық. Осы нәрселер. Ал осы мынау енді жүріп өткен жолыңызда сіз сеніп қалған сол нәрсені жасаған мифтар қандай?
өтіріктер, иә. Мысалы, сіз оны жасадыңыз, бірақ ата-анаға сіз жасама деп, или немесе мен осы кезде дұрыс жасамадым деген нәрсе. Мен өкінетін нәрсе бұл біздің тымая салуымыз. Тымая саламыз. Біз сондай нейрохирургқа тап болдық. Енді ат жөнін қазір білмеймін. Маманды таңдағанда да дұрысын таңдау керек. Отзывтардың барлығын оқып барып, бір нейрохирургқа барамыз. МРТ-ға басын түсіріп барған кезде, енді МРТ-дан барлық нәрсе көрініп тұрады деген нәрсені естіп барып отырмыз. Ештеңе етпейді, тымая сала беріңдер, содан кейін сөйлеп кетеді ол деді. Біз соған енді іштей сенесің ғой, кім жақсы нәрсе айтса, соған сеніп қаласың. Осы нәрсеге сендік та, біз ТМС-ті ала бергенбіз. Негізінен бірнеше курс. 3 курсындай алып алдық. Ол кезде сәл нәтижелер болды, бірақ уақытша ғана нәтижелер болды. Өйткені мен баланың физикалық дамуы, оның өз-өзіне қызмет ете алуы, тамақ жеуі, ол нәрселерге көңіл бөліп тұрған жоқпын. Мен тек сөйлесе ғана болды деген нәрсені ойлап тұрмын да, сонымен апарып тұрмын. Біз одан бөлек неге де барғанбыз, Ташкентке де барғанбыз. Енді бұл көбісіне жаңағыдай ауыр болып тиетін тақырып болатын шығар, мүмкін менің жағдайымда біздің жағдайда бізге Ташкент көмектескен жоқ. Керісінше біз ол жақтан жаңағы арман ушығып кетті. Оған дейін жап-жақсақ болып, қасымыздан жүгіріп кетпейтін сондай күйге жеткен кезде барып тұрмыз Ташкентке мысалға. Біз қалай ойладық, Ташкентке барамыз, шамамен 1-6 курсын алсақ болды, бала күшті болып кетеді деп ойладық. Бұл біздің сол кездегі дұрыс емес ойлауымыздан туындаған нәрсе болды. Бізде ешкім күштеген жоқ, бірақ біз өзіміздің ішіміздегі ниетпен жақсы болып кетсе екен деп бардық. Ал бардық, керісінше бізге дұрыс болмады. Сол поведениесі құртылып кетті. Үйден әкесі шығайын деп жатса, бұрындары әкесін оп-оңай жіберетін адам әкесінен айырылмай жылай беретін болды, сондай жағынан. Укол салады. Укол салған кезде ол жерде бірнеше уколды қатар салады. Тіпті әділет сол кезде укол салғаннан кейін аяғын баса алмай қалған кездері болды. Ал ол одан кейін бір медицинаның бір өкілімен сөйлескен кезде дәл сол жерде нерв талшықтары жақын орналасқан. Мүмкін соған тиіп кетсе, бала аяғын баса алмай қалуы мүмкін. Сіздерде солай болған шығар деді. Сізде де сақтапты деп, иә? 2 рет солай аяғын баса алмай қалды уколдан шыққаннан кейін. Барлығы 10 күн алатын болсаң, сол 10 күннің 2 ретінде сондай болды. Ол жерде қырғын жаңағы не? Балалар. Бала өте көп, әртүрлі диагнозбен баратындар көп. Барлығына бірдей лечение беріліп жатыр, ол жерде? Барлығында бірдей деп мен айта алмаймын. Өйткені мен дәрігер емеспін, оны түсініп, жаңа протоколдарын дұрыс білмеймін ғой. Ол жерде де ЗПР деп қарастырды ғой? ЗПР деп қарастырды, с аутистическими симптомами деді ма, сондай бірдеңе деп жазып берген, но бірақ ЗПР деп жазылып тұрды сол жерде. Диагнозымызды біз кейін келе біз түсіндік, әдетте аутизмі бар болды, осы нәрсе деген нәрсені әбден өзіміз түсіндік. Сол кезге сәл ақшамыз құр далаға кетті, бірақ соны көруіміз керек болды. Көрдік. Сол жолдан өтуіміз керек болды. Іштегі үмітті барып, сенімді барып нетіп көрдік қой, енді жасап көрдік қой, жасамасақ тағы да арманда кетер медік мүмкін. Ал не нәрседе мотивация аласыз осы жолда өзіңізден? Мысалы, мен айтып жатырмын, сіз мотор секілді жасайсыз, шүкір, баладан жақсы результаттар көрсетіп жатсыз. Не нәрсе мотивация сізге? Білмеймін, тіпті тоқтамау керек деген ғана ой, іштегі тоқтамау керек. Әділетті қай жерге дейін жеткізгіңіз келеді? Қандай нәрсені армандайсыз? Не нәрсені армандайсыз? Өзім мектепте жүрген кезде дебатқа қатысқанмын, бірақ толықтай қатыса алдым деп айта алмаймын. Енді бір жағынан ата-ана ретінде өзімдегі арманды оған мойнына жүктеп беру болатын шығар. Әділет солай дебатта ойнай алатын күнге жетсе екен деп тілеймін іштей. Шахмат ойнай алатын күнге, теннистерді ойнай алатын күнге, кәдімгідей спортқа жақсы қылып тұрып баулығым келеді. Бір жағынан дәл қазір сөйлей алмай жатқанымен де Құдайдан күдерімді үзбеймін. Әрине. Тілеймін, әрқашан тілеймін.
мотивация беретін нәрсе сол әділеттің кішкентай ғана жеңістері, жетіп жатқан жетістіктері, одан кейін осы жолда жүрген аналардың жетіп жатқан жетістіктері. Жаңадай алдымнан жаман рилстар шығып жатса, қарамауға тырысамын. Дезинформация қажет емес дейсіз ғой. Иә, мида бұл бізге берілген Алланың бір ризығы ғой. Сол нәрсені дұрыс бағытқа жұмсау керек деп ойлаймын да. Жақсы нәтижеге жетіп жатқан, әсіресе мен Айжамал ханымды, Махаббат ханымды көп көремін Инстаграмнан, өздерінің балаларын. Айжамал ханымның қызы тіпті тьюторс мектепке барады. Мен Басқа балалардың жетістігі сізге мотивация ғой. Бұл да мотивация маған, Иә. шүкір. Олар жаңағы Махаббат ханым Астанада тұрады, ол баласы велоспортқа қатысады, соны көремін да, бәрі мүмкін деп ойлаймын. Ал әділетте қандай талант бар? Әділетте талант дәл қазір білмеймін енді қай жағынан болатынын, бірақ басқаларға қарағанда мүмкін биге, мүмкін әнге деген сияқты өзіміз солай ойлаймыз. Спортқа да жаңағы барлық нәрсеге қатыстырып жатырмыз ғой, шаңғыға да, велосипедке де. Велосипед енді бірақ өзіміз қай жағынан қызығушылық болады деп зерттеп жатырмыз. Барлық нәрсеге әкесі екеуміздің ойымыз, ол бала тумай тұрғанда да біз солайынан ойлайтынбыз. Баланың қай нәрсеге икемі болады. Енді бізде менде ондай мүмкіндік болған жоқ, мысалға биге қатысқым келді, анаған бару деген нәрсе болған жоқ. Бірақ былай ойлайтынбыз, балаларымыз болса, әртүрлі жаңағы кружоктарға апарып көре береміз. Бала қайсысы өзі мынау маған ұнайды деп айтқанша дейін тоқтамаймыз, бере береміз деп ойлайтынбыз. Әділетті де тура солай жасап жатырмыз. Сол шаңғыны жақсы үйренді. Басында жылаған еді, одан кейін ары қарай үйреніп алды. Өзі тоқтағысы келген кезде ағайына соңғы сабағында болды, тоқтаймын, шықпаймын деген сияқты белгіні білдірген. Ол айта алмаса да, қаламаймын бұл нәрсені дегенді білдірген. Жақсы, күшті, керемет. Неге бұл нәрсені сұрап жатырмын? Өйткені ол балаларда талантты жағы көбірек болады. Ол дегеніміз қалай? Менде өзімде синдром Аспергермен тағы бір қыз келеді. Орталыққа әділеттің жасымен жасты. Ол қыз үйде тырнақтар жасайды, қолына үнемі барлық қандай альбом көреді, не көреді, соның сыртындағы суреттерді кесіп алып тырнақ жасайды. Сосын екінші нәрсе, сурет салады да, киімдердің суретін, оны қиып алады, бірдей қылып барлығын қиып алады, және оны бір-бірімен сәйкестендірген жақсы көреді. Мысалы, қызыл кофта болса, астына соған сәйкес келетін түстей киімді деген секілді. Ол бір жаңағы дизайнерлік қабілеті жоғары екені сезіледі да бағадан. Сондай бір талант бір жағын сұрап жатқаным ғой негізі, байқалады ма деп. Жақсы, жарайды. Жалпы әділеттегі ерекшелікті сіз қай кезде мен толық қабылдадым деп айта аласыз? Мәссаған, білмеймін. Тіпті білмеймін. Мен практикаммен салыстырмалы түрде қарайтын болсам, жалпы мен орталықта аутизммен байланысты балалардың барлығын өзім және Қырмыз ханым қабылдайды. Және де мен өзім практикамен қарайтын болсам, көп жағдайда қабылдау уақыты ол 5-тен жоғары екен, 5 жастан жоғары. Өзім практикамда өте сирек 4 жастағы баласын, мені балам аутизм, ол сондай бала деп қабылдаған ата-аналар өте жай. Тіптен ата-аналарда мынандай ситуация болып жатады, әлі күнге дейін аутизм екенін білсе де, мен сіз секілді чувствомен жүрген аналар бар орталықта. Мен синдром отличница едім, мен бәрінен күшті едім ғой, мен бәрінен қызылмен бітірдім, бәрін қызылмен оқыдым, мен идеальны бала болдым ғой. Менде бұлай болмауы керек еді ғой деген нәрсе. Неге мен балам деп сөйтіп айтқан ата-аналар болды маған. Және бұл нәрсенің аутизмнің басынан аутизм, соңына дейін аутизм екенін сіз толық қабылдай алдыңыз ғой? Қабылдадық. Енді басқа Құдай басыңа берді, болды. Сен ол аутизм болса да оқи алады, аутизм болса да сөйлей алады, аутизм болса да эмоциясын білдіре алады, қалауын білдіре алады. Ең басында естідік қой аутизм деген кезде менде былай ғана көзқарас болды әділетке. Бұл ауру бала. Болды. Бұдан артық ол дамымайды, өспейді, осы күйінде қалады деп. Бірақ кейін уақыт өте келе әділеттің өзі тамақ жей алмайтыны менің жыныма тиіп бастады. Шынымен де жыныма тиіп бастады. Бұлай айту дұрыс та емес шығар енді мүмкін. Мен сол кезде сол нәрсесіне ашуланып бастадым. Іште кәдімгідей агрессия болды. Неге сен басқалар сияқты өзің жей алмайсың? Неге сен басқалар сияқты өзің горшокқа отыра алмайсың? Неге сенің
неге мен жууым керекпін ол нәрсені деген сондай бір эгоисттік ойлар болды сол кезде менде. Сосын барып егер мен оған мүмкіндік бермесем өзі істеуіне, өзі жеуіне, шашып төгіп жеуіне, оны кім үйретеді деп ойладым да. Ол үйрену керек қой. Соңында әйтеуір бір үйрену керек. Егер мен оны үйретпесем, оны ешкім үйретпейді. Ешкім былайынан түсіндім ғой 3,5 жасында жаңағыдай толыққанды түсінген сияқтымын. бір ғажайып бір нәрсенің болып кеткенін күтіп жүресің да, одан кейін бір не келеді, осознание келеді да, егер мен осыны үйретіп бастамасам, егер мен осыны көрсетпесем, оны менің орныма келіп, сырттан біреу маған жаны ашып келіп істеп береді деген нәрсе, ол мүлде жоқ. Ол өз-өзімізді алдау. Одан кейін барып ренжиміз ғой. Мен күйеуіме ренжитінмін сол кездері мысалға. Сен неге үйретпейсің оған деп. Ол маған айтады, мен оған айтамын да, сен үйрет, әйгерім сен баламен өзің мұғалім болғаннан кейін істей аласың ғой деп айтады. Жоқ, мен неге оны істеймін, неге сен оны істемейсің деп санасу болатын менде кәдімгідей сол кезде. Сосын барып түсіндім, мен істеуім керек екен деген нәрсені түсіндім. И одан кейін барып істеу керек нәрселерді жайлап үйреніп бастадық. Жаңағы А деген неден тұрған орыннан Б деген орынға жету үшін жаймен баспалдақтар арқылы жетесің ғой. Келе жатсыздар ғой, бірақ бұның өзі күшті. Негізі мен бастапқыдан айтқанмын, сіздің балаңыздағы баланың бұл процестен өткені, үйретілгені, біраз жұмысын жасалғаны көрініп тұр баланың бойынан. Жарайды, сіз әділетке көп нәрсе үйреттіңіз. Әділет сізге не үйретті? Не үйрендіңіз әділеттің осындай ерекшелігіне? Көп нәрсені үйретті. Осындай бір тапсырма берілді. Балаңызда осындай диагноз болу арқылы сіздің өміріңізде қандай плюстар болды деген. Мен баланың денсаулығына, жалпы өзімнің денсаулығыма ықтиятпен қарауды үйрендім. Жауапкершілікпен қарауды үйрендім. Берілген әрбір дәрісін уақыт-уақытында беру, оның анализдерін уақытында тапсырып отыру, оның жейтін тамағы, ұйықтайтын уақыты, оның барлығы біз үшін, әкесі екеуміз үшін дәл қазір өте маңызды нәрсе. Өздеріңіздің өмірлеріңізде режим қалыптасты ғой. Режим өте қатты қалыптасты. Бізді тіпті көршілеріміз де біледі, үйге келген туған туыстың бәрі біледі, әулеттегілер. Бұлар нан жемейді, столдың басында нан тұрмайды, сағат 9-да ұйықтайды деген нәрсені. Одан кейін тағы бір нәрсе, үйге жаңағы туған туыстар келген кезде тәтті-пәттісін көтеріп алып келеді ғой. Бізге келген кезде әкелмейді. Не оны ақшалай әкеледі, не жеміс түрінде әкеліп береді. Әділетке қандай жемістер болатынын да біледі көбісі. Енді мамамыз айтып отырады, осыны болады жеуге деген сияқты. Көмектесуші адамдар көп. Әділеттен ұялмайсыз. Әділеттен ұялмайсыз ғой, сіз алып шыға аласыз ғой оны, иә. Неге бұл нәрсені сұрадым? Көп орталыққа әлі де келіп жүрген баласы үлкен аналар бар, баласын кафеге алып бармайды, апарамыз, қоғамдық орындарға алып бармайды. Барлық жерге апарамыз. Жаңағы біз диагнозды білмей тұрып 2 жас, 1,5 жасынан бастап өте көп апаратынбыз. Неге? Ойын алаңдарына. Өзіміз қайда барамыз, сол жердің бәріне тасып жүретінбіз біз деген. Ол диагнозды естігеннен кейін керісінше көбірек шығармасақ, өйтіп нетіп қалған жеріміз жоқ. Енді қонаққа барудан қысыламыз, өйткені ол жерде біздің неміз бұзылып кетеді, әділеттегі жаңағы дұрыс тамақтануы бұзылып кетеді, режимі бұзылып кетеді. Одан кейін анда-санда бір шыққан кезде өзіңде демалғың келеді деген сияқты. Сондай қонаққа, тамақ жейтін жерге апарудан қысыламыз, бірақ ойын алаңдарына кәдімгідей барлық бала сияқты жүріп тұрады. Сыртынан қараған кезде біреу оны аутизмі бар бала деп те ойламайды тіпті. Спокойно өз-өзімен жүріп тұрады. Сол жақсы үйренген нәрсеміздің ең біреуі шүкіршілік ету. Өміріңдегі бар нәрсеге шүкіршілік ету. Өйткені адамға келетін нәрсенің барлығы Алланың бізге беріп жатқан ризық несібесі. Ризық ол тек бізге келетін ақша ғана емес. Ризық ол сенің жаңағы қол аяғыңның саулығы, деніңнің саулығы, балаң аман сау болып туылса, жақсы күйеуің болса, жақсы ата-енең болса, бұның барлығы да ризық екен да. Біз сон кішкентай нәрселерді бағалауды үйрендік қой. Әділет алдында сізге видеосын жіберіп жатырмын ғой. Біз соған да мәзбіз ғой жаңағы. Сондай бір детальный нәрселерді көргеніңіз маған ұнайды да. Осы сұрақты тоже қойғым келіп отырған сізге. Әділеттің қай жасаған әрекетіне сіз таңғалып қаласыз? Қандай әрекеттеріне сіз таңғаласыз? Мысалы, жаңағы шарикті қыстырғаны, сіз үшін жаңалық болды. Сондай секілді. Ең бірінші таңғалғанымыз мынандай нәрсе болды. Пузыректі қолына беретінбіз, көп үрлететінбіз ғой. Ол кезде зейіні тұрақталмағаннан кейін де
қолындағы пузырегін ұстайды да мына аяғындағы суын төгіп алатын. Ал қазір былайынан ол оны ұстап жүріп те нете алады, үрлей алады. Одан бөлек ол оны бір жерге барады да, қыстырылмайтын жерге тұрғызып қояды жаңағы нені. Соны тұрғызып қояды да, өзі тек ананы ғана қолына ұстайды да, соны үрлеп жүреді. Біз соны көрген кезде таң қалғанбыз кәдімгідей. Мәссаған, мынау не істеп жүр депші. Кәдімгідей сол нәрсе қызық болған. Әділет бос уақытын жоспарлай алады ма? Өз-өзіне бір ойын ұйымдастырып отырады. Одан бөлек мақсатты ойын ба? Мақсат, үнемі мақсатты ойын деп айта алмайтын шығармын енді. Бірақ тырысады соған. Одан кейін біз көрсетеміз ғой, оның барлығын көрсетумен келген нәрселер шығар, мүмкін бізді қайталаған нәрселер шығар. Қолымызға бөпен жаңа ойыншықтарды алып аламыз да, қонжықтарды алып аламыз да, ұйықтатамыз, оның үстіне жаңағы несін жауып қоямыз. Жоспарлы ойындар. Үстіне көрпе қылып өтірік бір орамалды, жаңағы функционалды ойынның ішінде де бар ғой, кез келген нәрсені алмастыра алу керек. Ойыншық болса, жаңа орындық болса, ол орындықты басқа нәрседен орындық қылып жіберу, нені конструкторды төсек ретінде пайдаланып жүру деген нәрсені, осы нәрсені бір жағынан көрсетеміз, бір жағынан өзі қайталап отырған кезде таңғаламыз. Бір рет сол жаңағы өзі көрпешелерге жатып алған, қасына 2 ойыншықты қойып қойған да, олардың да үстіне көрпе жауып қойған, көрпе жауып қойған. Сөйтіп отырған кезінде тағы да таңғалғанбыз. Одан кейін машинада кетіп бара жатырмыз. Оң жағынан күн түсіп тұрған жағына өзі барады да киімін іліп қояды жаңағы неге. Ана қыстырып қояды несіне, былай ұстайтын жағына. Қыстырып қояды да, өзі мына жағынан тұрып алған ғой. Осындай нәрселерін көрген кезде, кейде адам басына келмейтін нәрселерді ол жасап тұрған кезде таңғаламыз. Одан кейін жаңада тамақ ішейін деп жатырмыз. Мен оған айтып қойғанмын. Әділет, үйге барғанда киви жейміз. Сырттан ештеңе алмаймыз, ешқандай да коктейль ішпейміз деген сияқты сөйтіп айтып қойғам. Үйге келеді да бір ыдысты қойып қойған. Тамақ ішіп жатыр, ол қойып қойған. Не үшін қойып қойған білмей тұрмын, мынау неге алды деп ойлап тұрмыз мамам екеуміз. Жаңағыдай бір кезде, мен кивиді жейміз кеттік деп ашып бастаған кезде, ол маған келеді да сол ыдысты беріп тұр. Ол болатын ісін алдын ала жоспарлап маған әкеп беріп тұр. Мүлде сосын жаңағы несі жақсы, ұмытпайды ештеңені. Мысалға біз бүгін ғана неге бардық, лор дәрігерге бардық, осыдан 1,5 жыл бұрын барған екенбіз да, ол жерге. Ол сол жерді сақтап қалған. Клиникаға кіргеннен бастап жылап бастады. Жалпы аутизмі бар балаларда визуалды көрген барған жерін, ұнатпаған жерін, ол бірден жаттауы мүмкін. Немесе қатты эмоция білдірген жерін. Мысалы, кеше сіз сабақтан шыққан кезде, екеуміз сізге тапсырып беріп жатқан кезде Әділет шығып кетті, сосын сіз оны іздеп жатсыз. Мен кабинетке келіп терезеден қарасам, ол качеля жақта жүр екен. Сол кезде маған Қырмызы ханым айтып жатыр да, Әділеттің кеше осы жерге шары ұшып кеткен еді дейді. Шары ұшып кетті. Сол нәрсе оған эмоция сыйлаған болуы мүмкін. Сол үшін ол қайтадан сол жерге келіп ойнап жатыр да. Ол басқа жерге жоспарсыз екінші жерге бармайды. Ол қай жерде оған эмоция қалдырды, сол нәрсе. Аутизмі бар балалар, ата-аналар айтады ғой, орталыққа алып келе жатып, көшеде келе жатып, бармаймын, уже көшені, жолды біледі, қай жерге бара жатқанын, Дәл сол секілді біз сол нәрседен байқауымызға болады, уже визуалды түрде қатты эмоция қалдырған жерлерді балалар бірден есте сақтайды. Және ол балалар өте ақылды. Ақылды дегеніміз қалай? Яғни көңілі ақ балалар болады, көңілі ақ. Әділет тіптен көңілі ақ. Ол екінші баланы ұру, тырнау, ондай әрекеттер мүлде жоқ. Жауап қайтару, немесе жаңағы оны бір ренжітіп қою деген секілді, және де реакциямен жауапты жақсы қайтарады. Сол бір қабілеттері маған ұнайды. Ең бір әлеуметтік дағдылардағы меңгерген қабілеті, ол баланы ұрмау керек екенін, оның бір жері ауырып қалатынын, ол толығымен түсініп тұрады да. Енді жалпы осы әділетпен жұмыс жасау сатысында ең қиын болған сәт, біз ата-аналардан неге бұл нәрсені сұраймын? Өйткені ең қиын болған сәт менің баламды біреу ысырып тастаған кезде, немесе менің баламды біреу қабылдамаған кезде, немесе қоғамдық орында мына жерде ең қиын болған сәт сіз үшін қандай? Жүрегіңізде қалып қалған, ойыңызда қалып қалған. Міне осы нәрсе менің жүрегімді ауыртты деген секілді. Көп нәрсені өйтіп ойға сақтап қалмауға тырысам. Жіберіп отыруға тырысам. Кейде жаңағы жібере алмай қалып жатсам, психологтың көмегіне жүгінем. Күйеуіммен бөлсем, айтам, осылай да осылай болып жатыр деп.
барлығын сөйлесу арқылы жіберуге тырысып отырам. Ең қиын болған сәт ол әділетті жаңағыдай неге үйрету. Ә, үлкен дәретке горшокқа отыруға үйрету. Маған осы нәрсе қиын болды. Бірақ қазір ойласам 2,5 жас 2 жас 6 ай дегенде мен оны кіші дәретке отыруға үйретіппін. Одан кейін барып 3 жас 6 ай дегенде өзім аяғым ауыр, жаңағыдай жуғым келмейді, лоқсимын бірден аяғым ауыр болғаннан кейін де. Атам барып жуып беретін сол кезде. И сол үйрету не болды ғой, сонысы қиын болды. Ең есте қалғаны маған сол нәрсе. Сосын сол Айжамал ханымның берген тапсырмалары бойынша күнде істе деген нәрсесін істеп отырдым. Массажын 1 сағат жаса десе 1 сағат отырып алып, минутпен отырып жасайтын сол кезде массажды. Күніне 20 минуттан тұрақты түрде неге велосипедті тепкізуге үйрететін. Күнде соны үйрететін, содан кейін барып үйреніп кетті. Ең қиын болған нәрсе осы. Одан кейін жүрегімде қатты қалған нәрсе, бір маманға апардық. Апарған кезде жаңағыдай ойлайды ғой демше, көп мамандар бұлар түсінбейді дымды да деп ойлайды. Шын мәнісінде бұл балалар сезіп қояды. Сезім мүшелері өте қатты жұмыс жасайды. Кім оған жақсы қарап тұр, кім оған жаман қарап тұр, кім қалай сөйлеп тұр, оның бәрін сезіп қояды. Әділетке айғайлап тұрып ұрысып жатыр. Камерадан барлығы көрініп тұрады, бірақ дауыс естілмейді ғой ол жерде. Қатты айғайлап ұрысып жатыр. Мен ол кезде сабақты бөлген жоқпын. Бірақ мен шыққан кезде айттым, сіздің мына істеп жатқан ісіңіз маған қатты батып жатыр деймін да. Мүмкін сізге білінбейтін шығар. Бірақ мен жүрегім ауырып отыр мына сөздеріңізді естіп. Мен нәрсені үйрене алмай жатса, айттым ғой жаңағыдай, қатты до конца барып үйретуге тырысамыз сол нәрсені. Ал басқа адам, сырттағы адам сен оған ақша төлеп барып беріп тұрсың. Ол келеді, одан арман напряжениені берген кезде, сол кез қатты есімде қалды. Мамандардың тек ақша үшін барлығы бірдей емес. Сол ақша үшін деп қана осы салада жүрген мамандарға бұл жер орын емес шығар мүмкін. Ал маманды қалай таңдау керек, ата-ана ретінде қандай кеңес айтасыз? Ата-ана ретінде өз адам түрінен көрген кезде байқалып тұрады ғой. Істеп жатқан іс-әрекетінен, одан кейін міндетті түрде кері байланыс болу керек. Кері байланыс, кәдімгідей тапсырманы түсіндіріп, осыны осылай жасайсыз деп түсіндіріп беріп жіберсе, екі жақты жұмыс болса, сол кезде нәтиже көбірек болады деп ойлаймын. Міндетті түрде камера бар жерді таңдауға тырысатын болдық одан кейін. Өйткені қазір көп қой, неше түрлі болып жатқан нәрселер. Камера бар нәрсе, бар жер, одан кейін отзывтарын қараймыз, осы маман мықты дегенге апаруға тырысамыз. Маманды таңдау өте маңызды, өйткені сауаттылық керек ол үшін де. Ол үшін де сауаттылық керек. Маған мынау керек, маған мынау керек емес деген нәрсені білдіру үшін де. Маманды кәдімгідей отзывқа қарап та таңдаймыз. Мықты деп айтқанға апаруға тырысамыз, өйткені баланың уақыты маңызды. Мысалға, кейбір мамандар болады ғой, осыны айтпасам болмайтын сияқты бар ғой, онлайн курсты алады да, логопедпін деп отырады. Ол қалай логопед болады? Мен мысалға АФКаны оқыдым, сенсориканы оқыдым, игровая терапия, ананы мынаны оқыдым дегенмен де мен бұл саладағы маманмын деп өзімді айта алмаймын. Өзіңіздің балаңыз үшін. Өзімнің балам үшін оқыдым, бірақ мен толыққанды маман емеспін әлі де мысалға. Бірақ бір ғана сол логопедтің курсын алып алады да, мұндай баланы бірінші рет көріп тұр, бірақ оны сол орталыққа логопед ретінде жұмысқа алып алады. Адамда бір кішкене де болса Алланың алдында жауапкершілік болу керек қой. Адамның алдында болмаса да, Алланың алдында сен бәрібір ертең сұраласың, жауап бересің деген сияқты. Сондай нәрселерге қарным қатты ашады. Оқымай келген, тіпті ол онлайн курсты алып алғаннан кейін оны оқыды, оқымады, ешкім тексеріп жатқан жоқ қой. Мен соны естіген, бір мұндай баланы мен көріп шоке болып тұрмын деп тұр, бірақ ол өз сол жерде жұмыс жасап жатыр. Маман. Сондай. Өте қиын. Негізі Алматы қаласында бірнеше филиал ашу менің ойымда да болған, бірақ мен үшін ең қиын нәрсе маман. Өте ең қиыны. Мен қаншама оқуға келетін кісілердің қаншама ниетті жағынан келетінін, қаншама маманның потенциалы, алып кете алатын жағы, келмейтін жағы, жалпы курсқа келгенде де басқа нәрседен де ол нәрсе байқалады. Кім қандай ниетпен келіп жатқаны, кім қандай нәрсемен. Но көп байқаймын, білмей жатып
жалпы айтамын, осы саланы жалпы зерттегісі келетін, немесе сен тіпті сенің дипломың болса да, иә, мысалы мен дипломды алып тұрып, мен қаншама курстарды аяқтадым, диплом болса да, мен қалай жұмыс жасау керектігін білмегендіктен. Сол үшін диплом болғанымен сен мықты мамансың деген нәрсе білдірмейді, иә. Диплом ол жай ғана қағаз. Әрі қарай сенің талпынысың, жаңағы сіз айтқандай, жауапкершілігің, әрі қарай ізденісің сол нәрсе. Өйткені бұл сала бітпейді. Сіз де зерттеп жатсыз әлі, балаңыздың түрлі қырларын. Мен сізге айтамын, әділет сабақтан шыққан, мысалы, әділеттің келіп жатқанына 3-4 ай болып қалды, шыққан кезде әділеттен мына нәрсені байқадым, мен алдында бұл нәрсені байқамағанмын, мына нәрсесіне таңғалдым деген, әлі де мен таңғалатын нәрселер көп та, хотя мен уже 3-4 ай қабылдап жатырмын да оны. Сол себепті де бір нәрсемен мені болдым толдым деген нәрсе болмайды. Одан кейін жаңағы АФК мамандығын қарапайым мамандық деп ойлап алатындар көп. Ешқандай жаңағы баланың дамуы туралы білмейтін, кез келген адам бір АФК маманы бола алатын сияқты болып қалыптасып кеткен сияқты да, сондай нәрсе. Өйткені біздің жаңағы университеттерде ол процесс оқытылмағаннан кейін, как будто ол бір шаш бояйтын немесе тырнақ жасайтын секілді мамандықтардың қатарына қосылып кеткен сияқты. Кез келген жаңағы маманға барған кезде маманда сол қасиет болу керек шығар, баланы сезе алу деген. Мысалға, мен әділетпен өзім тоқтамастан 2 жыл бойы үйде 2,5 жылдан асып кетті ғой, қазір айналысып келе жатқанымызға. Мен сезінетін әділетті, мына жаттығуды жасай алмай жатыр, демек оны жеңілдету керек. Бірінші мына тапсырманы орындату керек, сосын барып мынаны беру керек. Дұрыс айтасыз. Бір жаттығу түсіну үшін оған дейінгі жасалынатын 5-6 этап болуы мүмкін. Түрлендіріп беру, одан кейін ол бір жаттығуды үйренді деген кезде бірден күрделіге ауыстырып жіберу. Мысалға, жылдар бойы бір жылдап тұрып бір центрдің ғана АФК маманына апаратындар бар. Мен сол нәрсеге қатты қарным ашады. Біздің жаңағыдай солай маркетингтің күші жүргеннен кейін ғана сол АФК тек қана орталықта беріледі деген ата-аналарда мүмкін түсініп қалған болуы мүмкін да. Бірақ маман үйретеді тек қана деп. АФК-ның базалық деңгейі болады. Ол базалық деңгей 3 ай мен 6 ай көлемінде ғана жүреді. Егер ол бала 3 айдың ішінде мына жаттығуларды, базалық жаттығуларды алып кетіп тұрса, демек оған күрделі қылып жаттығуды беру керек. Топты мен бүгін былайынан лақтырып үйреттім да, ертеңіне мына жағынан келіп лақтырдым, ертеңіне мына жағынан келіп лақтырдым. Жалпылау деп айтып жатырсыз ғой. Неге ол нәрсені үйрету керек? Өйткені бір жаттығуды айналдырып жасай бергеннен ешқандай нәтиже болмауы мүмкін да. Бірақ ол жерде сен жаттығуды күрделендіріп беретін болсаң, баланың ойлау жүйесін іске қоса алуы мүмкін деген сияқты. Дұрыс айтасыз. Шамалда бір болса, стимуляция болуы мүмкін. Ол сол стимуляция арқылы жаңа нейрондық байланыстар орныға, жаңа нейрондық байланыстар түзілгеннен кейін сыртынан миленовая оболочка қабаттасады. Мысалға, 2 ай бойы велосипедті үйреттім, бірақ ешқандай да нәтиже жоқ деп бір неткен тұрақтылық өте маңызды ғой бұл жерде. Үйреттім болмады деп кетуге болмайды. Тек қана жаңағы секіруді үйретемін, немесе велосипед тебуді үйретемін емес. Сенсорный интеграция да сондай. Сенсорный интеграция, АФК да бұл қоршаған ортамен байланыстың негізгі құрылымы ғой. Ал біз оны негізгі осы бір коррекцияның немесе осы бір бейімделу жұмысының процесінің негізгі сатысы ретінде қарастырып алғанбыз да. Сондай. Сенсориканы да сенсорная интеграция деп айтады да, бірақ жаңағы тек қана неде бір кабинеттің ішінде шектеулі ғана жер. Ойлаңызшы, тұнып тұрған айналамыздың барлығы сенсорлық жүйе мысалға. Тіпті машинаның дауысын естіп жатқанымыздың өзі, мотоциклдің дауысын естіп бәрі тұр да мына жақташы. Бірақ оны аламыз да бір кабинетке қоямыз. Ол жердегі жасалатын нәрсе де шектеулі. Гамактың ішіне отырып айналдыру. Сәл жаттығулар өзгеруі мүмкін, бірақ маңызды ештеңе жоқ. Мынандай нәрсе ғой. Жалпы вообще мен айтқым келеді нәрсе, кез келген жұмыстың ережесінде мына 3 қағиданы сақтауымыз керек. Ол зат, жалпылау, мотивация деп айтылады. Зат деген сенің қолданған затың ауысып отыру керек, бірақ тапсырмаң ауыспау керек. Именно спектр бар балаларда. Мысалы, сен осы нәрсемен ол балаға бекіттің ба, ол осы нәрсемен қалуы мүмкін оның миында. Сондықтан перенос жасай алу керек. Екінші, жалпылау. Ол осы жерде есіктен кіргенде сәлеметсіз бе деп айталды ма? Ол мектептің есігінен кіргенде де, садиктің есігінен кіргенде де айталу керек. Ол барлық жерде жалпылай алу керек. Және үшінші, мотивация болу керек. Бұл процестің соңына не болатыны, жалпы неге алып баратынын түсіну да. Вот осы 3 қағиданы сақтаған кезде біз шынымен де сезініп жатыр ма деген нәрсені түсінеміз. Мен сізге алдында айтамын ғой, баланың
Мысалы әділетте біз қазір пекс обучение өтіп жатырмыз, иә, жалпы сөйлеу дағдыларын бастап жатырмыз. Енді мынандай процесс байқалады да, біз пекспен сұрау дағдысын үйретіп жатырмыз ғой, обращение жасау. Бастапқы этапта біз пексті бердік әділетке, мысалы мен пексті бердім, карточканы қойдым, и ол қалайтын нәрсені мен ұсындым, иә, әділет ол карточканы алып келіп берді маған. Жарайды, карточканы қайтадан қойдым, қызығушылық біткеннен кейін мен қайтадан ұсындым сол нәрсені. Ол қайтадан карточканы берді, и ол ойыншық менде детальный ойыншық болды, бүйтіп алып беретін бір штуктан. Бірнеше штукты ұсынған кезде ол карточканы беріп отырды, нені алып отырды, замена екенін түсінді. Мен бір нәрсе бергенде бір нәрсе аламын дегенді. Бірақ осы жерде мынандай ой түюге болады да, келесі жолы мен қолымдағы нәрсені мен жерге қоя салдым, оның алдына қойдым. Ол көз алдында тұр, и карточкада тұр. Бірақ әділет не істеді? Карточканы маған беріп, сосын барып ол ана затты алды да, ол осы процесті бір жаттанды процесс деңгейінде ғана түсініп жатыр. Ол шын мәнісінде, маған қажет болды, мен сол үшін сұрап жатырмын деген нәрсені түсініп жатқан жоқ та. Сондай нәрсе. И мынандай пекстің интернетте басқа жерлерде видеоларын қараймын ғой балалардың. Мама не істейді? Балаға осылай ұсынады. Осы нәрсе ма деп ұсынған кезде бала сол нәрсені іздей бастайды да. Ол бала просто суретте тұрған нәрсені алып келіп беріп жатыр. Болды, сұрауы болып жатқан жоқ ол жерде. Шын мәнісінде сұрау дағдысы қалай болады? Сенің қолыңда жоқ. Ол сен басқа нәрсемен айналысып жатсың. Бала келіп саған обращение жасап карточканы көрсету, мен нақты уже сұрап тұрған осы жерде айтады да. Сонда қарасаң, бір нәрсеге, бір жасап жатқан әрекетке біз бірнеше анализ жасауымыз керек болады. Толық түсіну үшін. Сол нәрсе деп ойлаймын, сезіну. Жалпы мен маман ретінде баланы 100% бірінші көргеннен сезініп кетемін, немесе осылай қабылдап кетемін деген сөз емес. Тіпті мен орталықтағы басқа мамандардың мына балаңызға осындай бағдарламамен жұмыс жасаңыз деп құрып бергеннің өзінде мен ол баланы сезіне алмаймын, мен ол балаға бағдарлама құрып бере алмаймын, білмеймін да. Сол секілді өз балаларыммен уже жұмыс жасап қалғаннан кейін, ол процесске үйреніп қалғаннан кейін мен нақты оған не керек еместігін білемін. Және блокнотқа тіркеп отырамын не өткенімді. Өйткені каждый сабақта міне 5 бала қабылдадым ба, автомат түрде. Өйткені ол бәрібірде сенің жасаған нәрсеге сен анализ жасап отыруың керек. Және тағы бір күшті нәрсе айтамын, мен кейде видео түсіремін ғой телефоныма, и сол видеолардан өзімнің қателіктерімді көремін. Кейбіреулерінен. Тіпті ол бұрынғы 1-2 жылдық емес, осы жақын арада 1 ай бұрын түсірген видеомнан мен өзімнің қателіктерімді көремін. Бірақ мен оны видеоға түсірмесем, мен ұмытып қалар едім. Ол нәрсені көрмес едім да. Бірақ мен осы соңғы күндері оны терең зерттеген сайын, мен мына жерден қате жіберіппін, мен мына жерден қате жіберіппін деген нәрсені көбірек байқаймын. Сол үшін да вообще мамандарға да, ата-аналарға да айтамын. Қателіктеріңіз, балаңыз қаншалықты түсініп жатыр, сол нәрсеге акцент қою керек. Қаншалықты сезіп жатыр, оқып жатыр. И ол нәрсе өмірге пайдасы бар ма, соны зерттеу керек. Өйткені оның жалпы дағды ғой ол нәрсе. Мысалы, сіз тісіңізді қонаққа бардыңыз, сол жерде тісіңізді жудыңыз, үйге келдіңіз, тіс жумадыңыз, тек қонаққа барғанда жуасыз делік. Ол дағды емес та, күнделікті тісіңді жуу ол дағды. Сол секілді бұл жасап жатқан тапсырмаңыз, оның өмірге қандай пайдасы бар? Қандай дағды, нені қалыптастырады, бұл өмірге керек па, керек емес па деген нәрсені түю керек болады да. Сол арқылы, жалпы айтқанда, біз педагог ата-ана ретінде біз оны өмірге дайындап жатырмыз ғой. Сондықтан да оған қажет дүниені бере алуымыз осы жерде, осының маңыздылығы осыда деп ойлаймын өз басым маман ретінде. Қазір қандай өмір салтын ұстанып жатырсыздар? Уақытылы ұйықтайды, диета ұстайсыздар. Диетаға бір андай мифпен келген жоқпыз? Жоқ, диетаға мифпен келген жоқпыз. Бізге интегративті деп айтады ғой. Жалпы балаңыздың денсаулығы үшін дедіңіз ғой. Жалпы денсаулығы үшін келдік. Өйткені мынандай белгілер болатын, мысалға бұндай диагноздағы балаларда ішек жолдарымен проблема өте көп. Оны қалай байқауға болады? Кейбір балалар сәбізді, асқабақты жегенде қолдары, табандары сарғайып кетуі мүмкін. Қандай да бір тамақтың құрамындағы витаминдер оған жақпай жатыр деген сөз. Немесе бір тамақтың түрін жегеннен кейін қайта-қайта іші кеуіп, жаңағыдай дәуіп кетеді ғой, іштері солай болып қайта-қайта жел шығара беруі мүмкін. Немесе үстінде қандай да бір бөртпелер шығып кетуі мүмкін, немесе поведениесі өзгеріп кетуі мүмкін. Бұндай диетаның түрін элиминационная диета деп айтады. Жай тамақтың әр түрін бір-бірлеп қосып отырып, одан сізде әділетте мынандай ситуация болған жоқ па, бір ғана тағамды жеу?
Бізде сол ең басында диетаға дейін болды ол нәрсе. Неге бұл нәрсені сұрап жатырмын? Аутизмі бар балаларда бірегейлікті жақсы көру, бірегейлік деген нәрсе не ол? Олар бір ереженің шектеуінде өмір сүргенді, сондай дүниелерді жақсы көреді. Мысалы, қазір ата-аналар көріп отырған болуы мүмкін, баласы тек қана колбаса жейді. Осындай ситуация болды. Өзімде тек қана колбаса жегенді жақсы көреді, басқа ешқандай тамақ жемейді. Ата-ана айтады, оны жей алмайды, ол жаңағындай ұнатпайды, тағы басқа. Жоқ, ол сол тәжірибеден қорқады бала. Екінші тағамды жеп көру деген тәжірибеден қорқады. Ол сол нәрсе. Мысалы, қарапайым біз баланың кофтасын, біз айтамыз, аутизмі бар балаларда бірегейлікті ұнатып, бірегейліктің жолымен жүріп жатқан бала. Ол кофтаны осылай киеді, немесе осылай киеді. Бұлай кимейді ешқашан. Ол үшін ол бірдей болып тұру керек деген нәрсені ұстанады деп. И осы жерде біз мынаны қайта-қайта жинап қоя беріп, балаға үйрете алмаймыз да ол нәрсені, Ол уже бірегейлікке, яғни кофтаның бірдей болып тұрғаны. Барлығы жаңағы осы процесті білдіреді да. Сол үшін бұл, мен айтам, мынау тактильный нарушение деп қарастырмаймыз уже. Мүмкін бұл симптом, бірегейліктің симптомы болуы мүмкін да аутизмдағы. Сол үшін көбісі ойлауы мүмкін, бала мынандай кофтасы түсіп кетсе, жоғарылап кетсе, ол түсіре береді, шалбарын түсіре береді, ол уже тактильный нарушение деп бір жақта қарау ол дұрыс емес. Дәл жаңағы секілді колбасаны ғана жеп басқа тамақ жеу, ол да осы процесс болуы мүмкін. Ол жерде кешіріңіз сөзіңізді бөлсем, ол жерде баладан бұрын ата-ана қорқады. Баладан бұрын әдеттен бұрын мен қорықтым оның тамағын басқаша түрге ауыстыруға. Ол жей ма, жемей қала ма? Ол жей ма, жемей ма деген менің қорқынышым болды мысалға. Содан кейін бұлай тамақтану дұрыс емес деген нәрсеге келдім. 1 айлық жаңағы бір ананың сопровождениесінен өттім диетаға байланысты. Сол кезде барып байқадым, әділетке қандай азық-түліктің түрі жағады, жақпайды деген нәрсені. Мен келдім, бұл нәрсе маған ауыр болып тұрған нәрсе ғой, менің жаныма батып тұрған нәрсе. Демек, бір нәрсе өзгерту керек. Бір проблеманы ойласам, қалай шешем? Осылай келіп тұрып, сол диетаны ұстап бастадық. Сол кезде менің өзімнің ойымдағы шектеу болған. Ол жемейді ғой. Ол жемейді басқа нәрсені деген. Мен өзімді қатты нәрсе, сол нәрсеге қатты себеп тастаған. Адаптацияға уақыт кетеді. Оған уақыт кетеді. Одан бөлек сенің қасыңдағы адамдардан да сөз естисің ғой. Аштан өлтіретін болдың ғой мына баланы. Естедіңдер. Бермей келіп, енді беріп жатсыңдар ма деген нәрсені естисің, оны бәрі естиді ғой енді. Ол да нормальный нәрсе да негізі. И өзімдегі сол нәрсемен жұмыс жасап бастаған кезде жейді екен. Кәдімгідей. Тек ата-анаға комфорт болуы мүмкін да сол нәрсе. Оның алдында мен тамақты бір жаңағы абаның элементтерін қолданып поощрение арқылы жегізуге тырысатынмын. Бірақ ол бір ереженің шеңберінде жеп қалған жоқ па ол процесс арқылы? Олай емес. Қазір толыққанды соған үйреніп кетті. Сол тамақтарды жеу, мысалға мен бұрын гречка деген жегізе алмайтынмын. Күріш жейтін, бірақ гречканы жемейтін. Чечевицаны жемейтін деген сияқты, тарыны мүлде жемейтін деген сияқты. Көп ненің түрлерін, азық-түліктің түрлерін, одан кейін котлетті деген нәрсені, еттің нелерін жемейтін мысалға ше. Бірақ уақыт өте келе, одан бөлек тамақтың арасында ешқандай да тіске басар нәрселер бермеу керек. Кәдімгі 4 мезгіл тамақ. Одан кейін қалыптасқан неміз бар. Бірінші тамақ жейсің әділет. Содан кейін барып тәтті нәрсе жейсің. Оны тәттінің өзін жейтінде несі болады? Мөлшермен ғана беру керек. Оны да артығымен емес, тек қана мөлшермен. Сол ешқандай да перекус жасамаймыз, ешқандай нені ішкізбеуге тырысамыз, тәтті соқтарды. Тек суды ғана беру керек. Сол нәрсе ғой, адаптацияға баланы постепенно үйрете аламыз. Неге өйткені мысалы аутизмі бар балалардың көбісінде мына сенсорлы ерекшелік кездеседі, ол шумға құлағын жабу деген секілді. Демек, ол құлағын жабады екен деп біз дыбысты тыңдатуымыз емес қой оның шешімі. Көп дыбыс тыңдатсақ, ол нормальный болып кетеді деген сөз емес. Ол процесске ақырындап үйрету, судың дыбысы, басқа сыбдырлар, сол мелодия, солай сол шумды қабылдауға үйрету да. Сол секілді, или түк болмаған жағдайда тіпті балалар болды, қолын жуып жатқандағы судың дыбысынан қорқатын, Не істейміз? Баланы қорғау керек. Баланы түсіну керек да, яғни оның ерекшелігі сол, керісінше ол нәрсеге итермелеп оны стрессқа түсірмей, керісінше оны
қолдау керек болады. Демек Иә. бала шумнан қорқады, тып-тыныш жерде сабақ өтті. Артық сөйлеме деген секілді процесстер. Осы жерде тек қана коррекция бойынша үйрету емес, оның медициналық та себептерін іздеу керек. Мысалға көздің қиығымен қарау бізде бір кездері көп болды. Белгілі бір дәрі-дәрмектің түрлерін ішкеннен кейін ішектегі бактерияларды басқаннан кейін, вирустарды басқаннан кейін әдетте ол нәрсе азайды. Қазір негізі өзіңіз де байқайсыз ғой, енді көп нелер жоқ, көп стимдары жоқ әдетте. Бар, бірақ бұрынғыдай көп емес та. Иә. Бұрынғыдай қатты емес. Одан кейін сол не үшін мен дұрыс тамақтануға келдім деген нәрсенің біреуі, біз таксиде сабаққа бара жатамыз, әділет жел шығарады, кәдімгідей ұялып кетесің ол кезде. Ол сол кездегі баланың іштегі жанайқайы ғой, шығып жатқан негізі қорыталмай жатыр іштегі нені, оны қорытуға фермент жеткіліксіз балада. Сол нәрсені байқадық. Бұл осыған нәрсені жей береді. Оны үстіне жегеннен қандай не керек, бәрібір оны қорыталмайды. Ол керек нәрсе керек бармайды. Содан кейін кейбір аналар бар ғой, жаңағыдай костный бульон сүйек сорпасы деп айтады. Сүйек сорпасы пайдалы екен деп соны балаға бере беретіндер болады. Мысалға мен де өзім басында солай қателестім. Сүйек сорпасын беру керек екен, ол өйткені ағзадағы белоктың мөлшерін көбейтеді деген сияқты сондай сенім болды. Ал біз нутрициологпен жұмыс жасай келген кезімізде керісінше белок жаңағы сүйек сорпасын беру арқылы балада аммиакты күшейтіп жібергенбіз. Ол аммиакты күшейткеннен кейін ол балада ол стимдардың күшеюіне әкеледі, одан кейін вокализацияның күшеюіне әкеледі деген сияқты. Жалпы қолдан жасап алмау керек та, кәдімгідей сауаты бар адамнан барлық интернетте шулап жатқан дұрыс деген нәрсені жасай бермеу керек екен. Барлығын бір нәрсені бергенде де бақылау керек. Тіпті жаттығулар. Мен де осыны айтар едім. Бір кісі мына жаттығу жасады деп оны да балаға жасай беруге болмайды. Ол келе ма сіздің балаңызға, келмей ма, оны да саралау керек. Барлық нәрсе мақсатты болу керек қой. Жаттығу жасатқанда да мен баланың осы жерін дамыта аламын ба, осы нәрседен деген нәрсе болу керек. Оған байланысты біз нек деген аппаратты білетін шығарсыз, мүмкін некке әділеттің басын түсіріп тұрамыз. Сол жерде көрсетіп береді миының қай бөлігі қалай жұмыс жасап тұрғандығы. Бастапқы түсірген кезде былай болып шықты, одан кейін түсірген кезде былай болып шықты. Сол нектегі жаңағы неге түскен шыққан нәтижеге қарай жаттығуларды таңдап аламыз. Осыны жасауға болады, осыны жасауға болмайды деген сияқты. Түсіндім. Жалпы бізде осыған байланысты органикалық поражениядағы проблемамен балалар келген кезде ата-аналар айтып жатады, менің баламның осы аймақтық бөлімін мидың көбірек дамыту керек. Өйткені ол осы белсенді жұмыс жасайды. Дәл сол секілді сіз бір мағынада айтып жатсыз ғой. Қоғам сізге қандай қолдау көрсеткенін қалайсыз? Жалпы сіздің балаңызға? Білмеймін, ешкімнен ондай не көрмедім, шынымды айтсам бар ғой. Күтпейсіз ба? Ештеңе күтпейтін сияқтымын. Қоғам қалай қабылдау қажет, қоғам қалай қолдау көрсету қажет емес, мен көбірек сұрақты өзіме қоятын сияқтымын. Мен қалай осыны сіңістіріп жібере аламын? Мен қалай осы балалардың ішіне кірістіріп жібере аламын? Мысалға садикке барған кезде де көп садикте де біздің балаларды қабылдамай жатады ғой, бірақ адам ретінде түсіндіріп айтқан кезде келісімге келетін де ата-ана нелер тәрбиешілер болады, бірақ мен садикке барғанда да, қоғамдық орынға барғанда да сол түсіндіріп айтамын кәдімгідей. Апай, мен сізден ештеңе де күтпеймін, балам балалардың арасында жүрсе болды, солардың не істеп жатқандарын көрсе болды. Өйткені ол істеп жатқан нәрселерді әділет үйге келіп қайталайды. Солардың жүріс-тұрысын көріп жүрсінші. Маған сіздің жаңа жазғаныңыз, оны бір нәрсеге үйреткеніңіз керек емес. Мен сізден ештеңе күтпеймін. Тек қана қосылсыншы балаларға әйтеуір. Садикке де біз күн ұзағына бармаймыз, белгілі бір 2 сағатқа деген сияқты солай қылып қана барамыз. Бізге сондай жақсы тәрбиешілер, жақсы адамдар жолымызда көп кездесіп жатқан сияқты, Аллаға шүкір. Өйткені қазір біз садигімізді ауыстырған болатынбыз.
сол жерде Биша апайымыз әділетті керісінше ортаға өзі тартып Биша жатыр, апайымыз да қосып жатыр, Биша иә. апайымыз да өздері тартады, иә. Әділет Иә, билеп сіз жүрген жатыр ма? видеоларды көремін ғой мен. Айтамын ғой мен, әділет билеп жатыр ма, қалай болып жатыр деп. Әділет деп өзі, әділет маған қара, мен мындамын деп. Ол кісі де жаңағыдай балалармен білдіреді. қалай жұмыс жасау керек екенін біліп, түсініп, керісінше баланың ішіне Адамгершілік кірісті. тұрғысынан Иә, дейсің иә, ғой, иә. Сондай адамгершілігі бар адамдарға көп кездесіп жатқан сияқтымыз. Түсіністікпен қарап, сәл де болса көмегін тигізіп жатқан адамдар көпшілік негізі. Агрессия көп бола ма әділетте? Агрессия болмайды әділетте. Болады, бірақ өте сирек болады. Ол агрессия оның үстіне ол бізге болады көбінесе. Үйдегі отбасы мүшелеріне, маған немесе әкесіне, немесе әкесіне болғанда ол агрессия бір сұраған нәрсесін бермей қойса, сол кезде болуы мүмкін. Онда да ол біреуді барып ұрып, теуіп, тырнамалап үйтіп жатпайды, өз-өзіне де зақым келтірмейді. Тек қатты жылап кетуі мүмкін сол кезде, истерить етіп деп айтады ғой, сондай болуы мүмкін. Немесе жаңағы інісі бар ғой енді үйде, інісі негізі әділеттегі адаптивті жауап беру деген нәрсені оятуға себепші болған ол інісі. Иә, жұлмалай береді, ұра береді, әділет деп, әділет қарамай жатса, әділет пока, әділет маған айтпады деген сияқты. Сіздің жаңағы маған айтқан нәрселеріңізде мына нәрсе өтеді, әділет өзі бос болып қалған кезде інісі ұйықтап жатса соны оятады. Бірге ойнайық деп. Бірге ойнау, иә. Әділеттің іші пысып кетсе, барып ұйықтап жатса, оятып алуға тырысады оны. Иә. Сондай нәрсе. Ал өзіңізге уақыт тауып аласыз ба? Иә, тауып жүрмін, бұрын таппағанмын. Көбісі жаңағы мен Инстаграмда өзім қалай баламен айналысып жатқанымды күнде жалықпай сала беретін. Күнде сала берем, білмеймін әйтеуір неге салғанымды, мүмкін солай өз-өзімді кішкене де болса жұбатқым келгендігі шығар, мүмкін басқаларға да көмегі болсын дегенім шығар. Сала беретінмін, и маған бір қыз жазады, танысым, неге сен баламен айналысқаныңды ғана сала бересің, сен өзіңде қыдырып жатқаныңды, өмір сүріп жатқаныңды неге салмайсың деп маған сұрақ қойды. И мен айтам да, былай деп, басына түспеген адам бұл нәрсені түсінбейді. Жаңа айтады ғой, самолетта ең бірінші масканы өзіңе кигіз, сосын барып балаға кигіз деп. Мен саналы түрде сол нәрсені таңдадым, мен бірінші масканы балаға кигізіп жатырмын. Сол нәрсені 2 жыл бойы тура солайынан ұстап келдім. Тура солай таңдадым. Және оған өкіндім деп айта алмаймын. Я, мен 2 жыл бойы ешкіммен араласпадым, қатыспадым, ешкімнің бір туған күніне, ешқандай шақырғанына барып жатпадық. Мысалға, той деген нәрселерден өзімізді әбден шектедік, киім алу, өзімізге бір нәрсені құрту дегеннен өте қатты шектедік. Өйткені бұндай балаға кететін қаражаттың көлемі үлкен болады. Ешкіммен қатыспадым, бірақ өкінбедім ол нәрсеге. Қазір Аллаға шүкір соның жемісін көріп жатырмыз. Енді ғана әділетте бір жақсы нәтижелер болып бастаған кезде ғана мен өзіме ұнайтын нәрселерге енді көңіл бөліп бастадым десем болады. Енді назар аударып. Жақсы. Тағы бір нәрсе айтайыншы. Сосын біз былайынан ойлаймыз ғой, мен баланы алып алдым, болды, тек соны дамыта берсем бәрі күшті болып кетеді деп ойлаймыз ғой. Мен өзім солай ойладым. Мен осыны алып алдым да, осыны до конца апара беру керек, до конца топить ету керек деген нәрсе болды да. Сосын барып бір неден өткеннен кейін, бір сабақтардан өткеннен кейін түсіндім. Барлығы комплексті түрде өзгереді. Мен әділет деп жүрген кезде мен тіпті күйеумен де қарым-қатынасым, ата-енеммен де қарым-қатынасым, барлық адамда не болып жатқаны, туған туыс, маған бәрі бір болды. Шынымды айтайын, ешкімнің ешқандай сөзі әсер етпейді. Менің балам ғана жақсы болса болды. Сендер менің ешқайсысын түсінбейсіңдер, өйткені сендердің бастарынан бұл нәрсе өтіп жатқан жоқ қой дедім. Иә, сондай болды да. Біреу бірдеңе десе болды, десем деп жауап қайтаруға дайын тұратын сондай кездерде. Ол сондай моменттерін де өттім, сондай кездерден де. Содан кейін барып түсіндім, жаңа барлығы бірге дамиды, барлығы комплексті түрде дамыған кезде жақсарып түседі деген кезде, сол кезде барып күйеумен қарым-қатынасқа, енемен қарым-қатынасқа соларға мән беріп бастадым. Ол үйдегі жаңағы атмосфера балаға өте маңызды ғой. Қырғиға бақ болып жүрген. Иә, мен жаңағы бұл нәрсе не үшін маңызды? Менің ішкі сезімдерім біреумен жаңағы конфликтіні ойлап жату емес, тыныштық,
ішімдегі тыныштық болған кезде ол тыныштық балаға да әсер беріледі. етеді, иә. Ішімде бір қандай да бір күйзеліс, мынау аласұру болған кезде ол да балаға беріледі. Мен осы нәрсені қатты байқайтын. Мен деп жаңағыдай аласұрып кеткен кездерімде әділеттің поведениесі құртылып бастайтын. Бұл психологический жаңағы не байланыс деп айтады ғой ана мен баланың. Осы нәрсені қатты байқайтынмын. Жүре берген сайын сабақ аласың ғой бәрібір де. Осы тәжірибеден. Мені қалай тауып алдыңыз? Сізді тапқаным, бізде жаңағыдай логопедке баруымыз керек болды. 9 ай бойы логопедтің сөйлеу керек дедіңіз. Жоқ, 9 ай бойы логопедтің сабағын алып келе жаттық, и бізде сондай жағдай болып қалды. Нутрициологтың емін бастаған кезде оған өте көп қаражат кетеді, и бізде ақша жетіспеушілігі болды. Сосын былайынан санап қарасаң, логопед пен дефектологтың сабағына 160-170 мыңдай кетеді, екеуіне бірге апарған кезде. Менде қолымда қаражат болған жоқ, сол кезде логопедтің сабағына бару үшін. Қиын болып кетті. Содан кейін мен түсіндім, былайынан таси бергенше одан да өзім оқып алайын да деп ойладым да. Өзім оқып алайын, өзім солайынан үйде айналысайын логопед ретінде деп сөйтіп ойладым. Өйткені бала мені қабылдап тұр ұстаз ретінде. Осы жерде оқып алу дегенге айтайыншы, потенциалы бар аналар ғана оқу керек негізінде. Өзің іштей дайын болып келуің керек, иә? Сіздің сөзіңізден ойлауым мүмкін, оқыдым, болды жасай алам деген сөз. Дайын болып келу керек, оңай емес. Мен сіздердің курсқа барамын дегенше дейін ана базалық нәрселерді меңгеріп барғаным маған көмектесті. Мен логопедтікін оқуым керек деп жүрдім де, мен логопедиядан гөрі дефектологияны көбірек ұнаттым. Өзімнің баламдағы мәселелерге байланысты болды. Өйткені мына нәрсе ақсап тұр бізде, мына нәрсе ақсап тұр. Кішкентай блокнотым бар, соған аламын да бәрін жазып алам. Осын дамыту керек, мынау бойынша осылай жүріп тұру керек деген нәрсені. Сұрақты ұмытып қалдым. Солай тауып алдыңыз ғой мені. Іздедім. Одан кейін маған сізді Раукен апай айтты. Осын мен оған дейін біраз уақыт бұрын сіздерді қарап жүрдім. Бірақ ақшама қараймын да, қойшы сосын оқимын деп жүрдім. Бір кезде 1-2 сағаттың ішінде шешім қабылдадым. Бір маңызды нәрсе болған кезде өзі тез шешім қабылдап кетсем, әйтеуір Алланың несі ғой, енді ол да бір бергені ғой. Бұл мен оқимын дедім. Сол кезде маған Қырмызы ханым жауап берді. Оның басында оқимын деп айтқан кезде Қырмызы ханым келіңіз қорықпаңыз деп тұрған күннің өзінде де қатты қорықтым да, жоқ бармаймын дедім. Сосын дайын болып келу керек. Қатты жаңағы бір конфликтный ситуациядан өткеннен кейін болды баруым керек деп шешім қабылдадым, барамын деп. Неге? Мен сізді білем, курсқа келгеннен кейінгі жаңағы оқып жатқаныңыз барлығы, мен сізге түсіндіру да осыған дейінгі базаңыз бар да. Неге одан кейін маған айттыңыз, сіз сол жерде әділетті қабылдаңызшы деп? Сразу бірден сіз курста айттыңыз ғой. Иә. Басқа дефектологты таппай кеттім. Қиналып кеттім. Қатты қиналып тұрдым сол кезде. Оқысаңыз да бергіңіз келді ма? Иә, оқысам, мен түсініп тұрдым, мен оқып тұрмын, біліп тұрмын, бірақ білетінім 1.9, білмейтінім 99 болып тұрған, мен өзім сезіп тұрдым, түсініп тұрдым. Бұл кісілерге мен не үшін апарам, мен бағыт бағдар беру үшін апарам. Мен өзім бағыт бағдар алып отырсам, сол арқылы жұмыс жасасам, мүмкін сол кезде тезірек жүретін шығар болып жатқан процестер деп сөйтіп ойладым да. Қиналып кеттім, дефектолог таппай кеттім, Раукен апайға апарғым келді, бірақ ол кісінің адресі алыста болды бізге. Содан кейін сәл де болса адресі жақынырақ, мекен-жайы жақынырақ сіздер болдыңыздар. Сіз туралы көп нәрсе естідім, жаңағыдай осындай деген отзывтарды да көп естіп алдым. Қалай да осы маманға түсу керек деп ойладым. Қалай да түсу керек деп мен түсу керек деп үйдегілердің барлығын айтып шықтым ғой. Одан бөлек өзім тілей берем, жаңағы тахаджудқа тұрып алып тілеймін. Мөлдір ханым бізді алсын, Мөлдір ханым бізді алсын. Сіз келген кезде менде график жоқ, бірақ мен айтамын ғой, жазып алшы, осы кісіні қабылдаймын, баласын қабылдаймын деп сөйтіп айтып жатырмын да. Администраторға жазып ала бер, білмеймін, реттейміз, бір мәнісі болар, бір реттелер, бір уақытта деп сөйтіп айтып жатырмын да. Сондай, мен қуаныштымын, что сізбен жұмыс жасап жатқаныма, жақсы результаттар көреміз деген ойдамын. Маман ретінде іштей әділеттің қай жерге баратынын өзімізде іштей жоспарлаймыз ғой. Әділет осы жерге бара алады, осылай нәрсені үйрене алады. Көп нәрсе күтеміз алдағы уақытта әділеттен. Сондықтан біз, сіз талмай әрекет жасасақ,
бұдан да өткен күшті нәтижелер болады деп ойлаймын. Енді бір күшті сұрақ қойғым келіп тұр, білмеймін жүрегіңізге тиеді ма. Әділет енді сөйлеп бастап жатыр ғой ақырындап, бірақ нақты анық сөйлесе бірінші не айтар еді сізге деген сұрақ. Енді бұны алдындары бір кітаптардан оқығанмын, бір ата-анаға осылай қойғанын. Сол үшін сіздің жауабыңызды, сіздің версияңызды тыңдап көргім келеді. Сізге не айтар еді ең алғаш сөйлесе? Маған емес, енді сізге айтатын сияқты. Бірден сөйлеп сізге айтатын секілді. Иә, маған емес, мен сізіне ансар ойнайық деп айтса екен ғой деймін. Бірінші сөз сондай болса екен ғой. Давай ойнайық деген секілді. секілді. Давай кеттік, жүрші ойнайық далаға. Аналар ойнап жүр, біз де ойнайық деген сияқты. Соны айта алса, немесе мама мен кеттім далаға, ойнаймын деп айта алса, сол шығар ең күшті болатын нәрсе. Қазір біздің қолданып жатқан әдістемеміз оның өміріне пайдасы тиіп жатыр ма? Иә. Дәл қазір әділетте не өзгерді деген ойыны жалпы осы аралықта адаптивті сіздің көзіңізше адаптивті ответі жақсы, жауап қайтару жақсарып жатыр. Өйткені тәрбиешісі де айтып жатыр ғой, кеше соңғы барғанымызда бір жерім ауырып қалды, соны маған көрсетіп жылап келеді депші. Одан кейін ана орталықта отырғанда да байқадыңыз ғой, бір бала келіп тамағын жейін деп жатса отыр деп. Иә, апасы жаңағы алдындағы шар үстінде әлі тұр. Тастамағанда ойнайды, үйде жүрген кезде ол шармен ойнайды. Сосын апасына айтып жатыр да, алып бер деп айтып жатыр, апасына бер деп, не бер деп жаңағыдай әйтеуір сөйлетуге тырысамыз ғой, шар деп айтпаса да ша деп айтқанына ризамыз. Сосын қолым жетпейді, мен не істеймін деп апасы былайынан сұрақ қояды да, сұрақ қойып өзіміз жауап береміз ғой. Сосын әділет айтып жатыр да, апасына секір дегенді көрсетіп жатыр да, секір деп. Сондай нелері жақсарып келе жатыр, коммуникацияға түсуге тырысатын сияқты бұрынға қарағанда. Пексті қосқаннан кейін обращение маған келіп, сұрау көбейіп жатқан сияқты. Өйткені мен басқа бөлмеде жүрмін, ол мысалға басқа бөлмеде ойнап жүру мүмкін, есіне бір нәрсе түсіп кетсе, оның дәл қазіргі енді нәрсесі тамаққа қатысты болып тұр. Мынаны жеймін дегенді өзі жаңағы киви бер деген екеуін қосып алып келеді. Ол жаттап алған ана нәрсені. Одан бөлек киви жоқ десең орнына әкеледі да басқа карточканы қойып қояды, нау жоқ десең оның орнына әкеледі да басқа нәрсені қойып қояды. Өзінің қалауларын айту көбірек. Мысалға таксидің ішінде кетіп бара жатқан кезде де айтады да жаңағыдай дәннің неше түрлі түрлері болады ғой, сол карточканың қайсысының суреті бар, соны әкеп береді. Немесе қатты ойнақысы келіп тұрған ойыншық қайсысы, ол үйде жоқ болуы мүмкін, бірақ ол бәрібір де соны ұмытпай сұрап келіп тұрады маған. Пузыректі бер деген сияқты. Просто бұл жерде көп ата-аналар былай ойлайды да, менің балам сұрайды, бұл тек қалау ғой, мен қалаймын. Но пекстің тек қалаумен бітпейді, ол мен осы нәрсені жаңағы ойлаймын, көргім келеді, или сен қалайсың ба деген сұрақтардың шеңберінде де құрылады да. Бірақ бұл арқылы көп ата-аналар ойлайды, осы арқылы бала сұрайды, демек осыған үйреніп қалады немесе қалып қалады деген нәрсе. Но бұл арқылы да сен түсіндіре аласың балаңа, қайда бара жатқаныңды, қайда баратыныңды, не істейтініңді. Осыған дейін бізде жаңа Исмаил болды, басқа бір жерге барған кезде жаңағы диагностикадан өтуге кірмей қойған, жылап, бұл сабаққа келмедік деп. Сол кезде мамасы карточкасын көрсеткен кезде спокойно көзін жасын сүртіп, тіпті мынау коридорда ана кісіні құшақта десеңіз жоқ дейді. Если карточканы көрсетіп құшақташы деп карточканы көрсетсең жүгіріп барып құшақтайды ол сол кісіні да. Сол секілді карточка арқылы, визуал арқылы сіз оған түсіндіре аласыз да, не істеу керек, не болатын, қалай болатын, и оған ол нәрсе тыныштық сыйлайды. Сол үшін пекс деген бұл шектелген формат емес, тек сұрау ғана емес. Но көрдіңіз ғой, оны бала жаңағы толық қолданып кету үшін де оны нақты сұрау дағдысы екенін де түсінуіне уақыт керек болады. Хаос болмау керек қой, балада бір определенность деп айтады. Бірінші мынаны жасаймын, сосын мынаны жасаймын деген. Осыған барамыз, мен сабаққа баратын кезде көрсетіп бара жатамын. Көрсетуге тырысамын енді көбірек. Қайда бара жатырмыз, садикке бара жатырмыз, қайда бара жатырмыз, апайға бара жатырмыз, қайда барамыз әділет деген кезде ол өз жауап беруге тырысады. Үй деген сияқты өзі айтуға тырысады. Шүкір Құдайға. Сіз бірінші ата-анасыз, жаңағында пексті кәдімгідей өзіңіз құрастырып алған, карточкасын астына жазып. Мен пекстің обучениесін мен де оқығанмын. Оқыдым. Бірақ мен оны жаңағы мамансыз кіріктіріп жіберуге қорықтым. Бірінші сатысында былай жасайсың, екінші сатысында былай теориясын оқып алғанмын да, бірақ оны жаңағыдай кірістіріп жіберуге бір шешім қабылдап батылдығым жетпеді сол нәрсеге. Сізге келдік, сіз сол нәрсені бересіз. Енді бізге
ол жақсы әсерін беріп жатыр. Жалпы мен Құдайға шүкір. тәжірибемде, мысалы 7 жылдық тәжірибемде мен басында логопедиямен толық жұмыс бастадым. Одан кейін қарқынды түрде ЗПР-О балалармен жұмысты жасап бастадым. Но соңғы осы 2,5 жылдай болып қалды, мен аутизмі бар балалармен жұмыс жасап келе жатырмын. Но зерттейтін нәрсе әлі де көбірек, бірақ маған өзіме қызық, ұнайды ол балалармен жұмыс жасаған. И мен сезе алатын секілдімін ол балалар жақсырақ. Бірақ мен эмоцияға көп берілемін. Эмоцияға көп алып қоямын. Мысалы мен жұмыста да сол тірлік. Мен негізі мамандарға айтамын, негізі жұмыста қалу керек деп, өзім біреуге ақыл айтқанда күштісін. Бірақ үйде де сол тірлік менде. Сол нәрсе ойымнан шықпайды. Каждый раз бір дағды мына жерде болу керек еді ғой, неге мына жерде. Сосын артқа өтіп видеоларымды қарап шығамын, полный. Осы планшетке үлкен қашып қоямын, мына жерде детально қараймын, мына жерде қате кеткен, мына жерде бала қарамаған, бүйтпеген, сөйтпеген. Сол секілді сондай нәрсе. Но мен түсінгенім, көп зерттеу керек екен, оказывается, бұл ЗПР балалармен, алалиясы бар балалармен жұмыс секілді оңай болмайды екен. Ол балаларда жұмыс оңайырақ болса, бұл балаларда ондай емес. Сондықтан да жалпы айтқанда бір жолда келе жатырмыз екеуміз де. Сіз балаңызды маған сеніп тапсырсаңыз, ол жауапкершілікпен алып, мен сізге сенсем, солай бірігіп жұмыс жасайтын болсақ, мен ойлаймын бір напряжение бермейтініңіз ұнайды ғой. Адамды кейбір мамандар болады, манипулировать етіп жүретін, қатты манипуляцияға салып жүретін. Сондай напряжение сезілмейді сіздің баламен. Өзімнің түсінгенім, ол еркіндік. Бірінші кезеңде еркіндік болу керек, тіпті ол АФК болсын, сенсорный интеграция болсын, ол сабақ болсын. Бірақ менің сабағымдағы өзім ұнатпайтын дүние, ол уақыттың шектелуі. Өзіме ұнамайды ол нәрсе. Уақыттың шектелуі. Мен неге жай ғана просто осылай қарап тұра алмаймын оған. Мендегі нәрсе сол да, маған сондай уақыт берілсе ғой деп. Соған ғой мен сізге айтып жатқан, келесі аптада мен топтыққа шақырамын. И мен соған просто қарайыншы, ол қалай тамақ жейді, қалай отырады, қалай тұрады орнынан, и тұрғаннан кейін не істейді, одан кейін не істейді, ана балаға қалай барады, мына балаға қалай келеді, тамақты қалай сұрайды, қолын қалай жуады, туалетке қалай барады. Соның барлығы маған қызық та. Ол менің сабағымда өткізілген нәрсе, өте шектеулі нәрсе. Мен ол уақыт аралығында ол процестің бәрін көре алмаймын. Сондай дүние бүгін. Бір айта салайыншы, осы нәрсе, осыны маған Айжамал доктор айтқан. Маманның алдына 10 бала барады деді. Ойланшы, оның қаншама күші, энергиясы кетеді осы баламен жұмыс жасау үшін. Жетпей қалуы мүмкін тіпті деп сөйтіп айтады. Бірақ сіздің алдыңызда сондай болып тұрған бірақ бала ғой. Сізде кімде күш көбірек деп айтады да, енді ол адамның ерік жігеріне де байланысты. Барлығында да білім де бар, уақыты да бар, ақша да бар, бірақ бұндай баламен занимация етуге ерік жігері керек адамның. Кәдімгідей қатты ерік жігер керек. Сынып бара жатқан кезде де өз-өзін тұрғызып ала алатындай. Менде бір ғана бала деген осы сөз маған өте қатты әсер етті. Күшті инсайт екен. Менде бір ғана бала, демек мен істеуім керек. Істей аласың ба, істей алмайсың ба деген сұрақ жоқ, істеу керек. Болды. Жаңағыдай былай ғой, көп нетте көріп алғанмын. Сабағын көрем, қалай істеу керек, қалай күнін жоспарлау керек деген нәрсен. Түнде жататын кезде, немесе таңертең тұрған кезде өзім блокнотыма осын жасауым керек, осын жасауым керек. Менде көп список тұрады. Егер мен осы 100% деп алған істің 70%-ын орындай алсам, мен молодецпін. Мен кәдімгідей, мен бүгін күшті болдым, мен молодец болдым, мен өз-өзімді мақтаймын. Күйеуіме барамда айтамын, мен осылай жасадым, әділет осылай үйренді. Бір нәрсені оқысам болды, бәрін күйеуіме айтып жүремін. Соны сөйтіп істедім, мен молодецпін деп өз-өзімді кәдімгідей мақтап отырамын. Солай жоспармен жүруге тырысамыз. Негізі күніңді жоспарлап жүру деген нәрсе, ол өз өміріңді жоспарлай алуға қатысты ғой. Сөйту арқылы сол жаңағы коучтың сабағын көргеннен кейін барып, әділетке қатысты тапсырмаларды жоспарлаймын. Одан кейін абаның кестесі бар ғой. Ұзын толтыруға қаншама уақытың кетеді, мысалға. Соны Айжамал ханым берген. Соны ерінбей күйеуім отырғысы келмесе де күштеп отырғысы қоямын ғой, кәдімгідей. Жүр толтырайықшы, болмайды әйтпесе ұрысып жатыр маған деп кәдімгідей сөйтіп күйеуіме жүр болмайды деп, енді ол маған көмектессін деген оймен отырғызып қоямын. Мүмкін мен байқамай жатқан нәрсені сен байқап тұрсың деген ой болады да менде. Сосын мынаны істей алмайды ғой десем, ол істей алады мынаны деп, әкесі де сөйтіп не істеп отырады, бақылаған нәрсесін айтып отырады. Сөйтіп екеуміз жаңа кестені толтырып шығамыз, доктор Айжамалдың айтуымен.
сосын соны жібереміз, сол жерде толтырып отырғанның өзінде ақ қаншама нәрсені көріп шығамыз ана жерде. Мынау жоқ, мынау жоқ, мынау жоқ. Сосын санап өзіме жазып отырам, осы жақын күндерде мынаны үйретуім керек екен деп сөйтіп жазып алып сол бойынша да жүреміз. Алдын ала жоспарлап, иә. Сол ғой, мен сіздің басында да айтып жатқаным, сіздің жаңағы таблица құрып жасайтыныңыз нақты жоспарлы әрекеттің бар екенін байқалады да, мынау әлі бітпеген, мынау біткен. И сіз мен берген тапсырмалардың ішінде де солай саралайсыз, мынау әлі бекітілмеген, мынау бекітілген, мынаны әлі бекіту керек деген секілді. Сондықтан ол бір жақсы жүйелі жұмыстың реттілігін білдіреді. Ең соңғы сұрақ, сонымен подкастты аяқтайық. Ең соңғысы, сіз үшін бақыт деген не? Иә? Қарапайым. Бақыт ең бірінші өзімнің денімнің саулығы. Мен бүгін көзімді аштым ба, таңертең тұрғанда болды, мен бақыттымын. Ең шүкіршілік ететін. Ең шүкіршілік ететін нәрсе, осы негізі әділетке байланысты маған айтты, жаңағыдай әділеттің осындай диагноз арқылы қандай плюстар келді өміріңе, 40 жаңағы несін себебін жазып шық деп тапсырма берді. Тапсырма берген кезде мен басында қабылдаған жоқпын оны. Қалай мен мына нәрсеге мен қалай шүкірлік етемін? Мен көріп тұрмын ғой, бұл біздегі проблема ғой деген нәрсе болды да ойымда. Мен оған қалай шүкірлік етемін? Сосын барып уақыт өте келе жолда келе жатқан кезде ойланып, жаңағыдай ойға алған кезде шүкіршілік ететін нәрсем көп екен. Мен кәдімгідей толыққанды ересек адам болуым осы әділеттің өмірге келуінен кейін, онда да аналық махаббатты сезінуім балаға деген сол 3,5 жасында бірақ басталған екен. Оған дейін үсті басы таза болса болды, киімі тоқ болса болды, памперс ауыстырылған болса болды. Менің приоритеттерім де басқа да ол кезде. Мен өзімдегі өмірімдегі нәрселер маңызды емес, жаңағы басқа екінші орында тұратын нәрселер маңызды болған. Балам өз жайында, мен өз жайымда, негізі жаңағыдай баланы дайындауға баланы жоспарламаңдар деп айтып жатады ғой, бірақ қазіргі таңда жоспарлаусыз да болмайтын сияқты. Ол жоспарлау дегенде қалай, ең бірінші біз Алладан тілеп бастаймыз ғой. Әрине. Детально тіледім да, екінші балада мысалға дені сау ұрпақты бере көрші деп мен дайындалып бастаған кезден бастап тілеп бастадым. Екінші балаңызда да тоже қорқыныш болды ма? Екінші баламда қатты қорқыныш болған жоқ, сенім көбірек болған сияқты. Мен әрекетіңе қарай, ниетіңе қарай Алла береді ғой енді. Мен сендім. Жай ғана тәуекел еттім, Аллаға жаңағыдай тапсырдым. Өзімнің қолымнан келетін барлық әрекеттерімді жасап жатырмын, дайындалып жатырмын, витаминдерімді ішіп жатырмын. Содан кейін барып Аллаға сеніп тапсырдым, сұрай бердім, сұрағанымды берді. Алла сараң емес қой. Біз ғой, ол біз ойымызда шектеп алатын нәрсені, көп нәрсені болмай қалады деп. Дайындықпен келу керек екен. Мен әділетке жүкті болардың алдында дайындалдым деп айта алмаймын. Оған жаңағыдай іштеген витаминдерді кезінде бір уақытылы дұрыстап өзім денсаулығыма қарап іштім деп те айта алмаймын. Мысалға жіберген қателіктерім өте көп болды. Сол қателіктер арқылы үйрендім көп нәрсені. Шүкір ететін нәрсе өте көп, тек соны байқай білу керек. Одан кейін айтады ғой, жаңағы әр нәрседен іздеңдер депші. Бір әділеттің жаңа киім киіп келе жатыр, велик теуіп келе жатырмыз. Мына жерінде спортивкасын жазылып тұрғанын байқаймын. Work hard деп жазылып тұр. Работай усердно деп жазылып тұр да. И мен соны ойлаймын да. Спортивкасына жазылып тұр. Сосын мен ойлаймын, бұл маған беріліп тұрған нәрсе. Демек мен осылай істеуім керекпін. Бір нәрсені байқап қалам ба? Мен осылай істеуім керекпін. Бір адам жаңағыдай ешкіге балаға сүт бергізу керек деп сөйтіп айтады ғой. Табиғатқа көп шығарыңдар деп. Сосын жаңағы мозолистое телоны осылай дамытасыңдар деген бір видеоны естіп алам ба? Болды, осылай жасау керек екен. Бір нәрсені естідім ба, сразу жаңағыдай неге қосып жіберуге тырысамын. Үлкен қабілет сонда ата-анаға керек, қайтпау керек, ұмтылу керек, үміттену керек, барлық процесске. И жауапкершілік. Бірінші бала жауапкершілік. Сондықтан да Алланың берген үлкен жауапкершілігін ары қарай дұрыстап жіберу болсын. Тағы бір нәрсені айтайыншы, қолдау өте маңызды. Мысалға қаншама аналар жазады ғой, жалғыз басты аналар бар осындай балалармен жүрген. Ондай адамдарды көріп жатсаңыздар айналаңыздағы, қолдау білдіріңіздер. Егер сөзбен қолдау білдіре алмасаңыздар, жаңағыдай ақшалай көмектесіңіздер деп айтқым келеді. Бұл өте қажет нәрсе. Жолдасы жоқ адамға өте қажет нәрсе. Мысалға
Білмеймін, мен қазір егер мен өзім осындай жалғыз басты болсам қалай нетерімді білмес едім. Иә. Өйткені күйеуімнің қолдауы, одан бөлек ата енемнің қолдауы өте көп қазір біздің өмірімізде. Күшті подкаст болды деп ойлаймын, өйткені мен көп сұрақтар жазып келдім, бірақ мен сізбен сөйлесіп отырып солай шығып жатыр да сұрақ. Бұл жердегі енді бір кейбір сұрақтар болмаса, өйткені ол сол душевный болған өзімде қаладым. Жасанды емес, ешқандай да емес, жай ғана сіздің өткен жолыңыз, тәжірибеңіз, сол нәрсемен бөлісуіңіз. Көп рахмет. Күшті ары қарай жұмыс жасаймыз деген үміттемін. Осы подкаст арқылы сізді жақсырақ таныған секілдімін. Мүмкін мені білмеймін, енді мен көп сөйлеген жоқпын, бірақ мүмкін алдағы уақытта әрі қарай да жақсы жетістіктерге жетіп жатсақ, жақсы бір өзіміздің қойған жоспарымыз әділетке байланысты болып түзеліп жатса, тіпті күшті результаттар көруші едік. Рахмет көп сізге сізге. рахмет.